кітапхананың артында кітапты қаптатып қойып бірдеңке айтып жатады. Мен айтамын, адамның сөйлегенінен соны арттағы кітаптарын оқыған ба оқымаған ба содан ақ білуге болады да. Иә, оныңыз дұрыс. Иә. Сол үшін ғалымдарымыз айтады, білім жолына түсу деген, яғни ол білім үшін сапарлату, білім үшін алыс жақтарға бару. Шетелде жүрудің әлі әдебін қалыптастырмай келе жатыр. Алдында барып Грекияда бір аралды өртеп жіберді дәулеттілеріміз. Римге барып өзінің атын жазып кеткен қашап. Мысалға өзіңнің мемлекетіңе не керек екенін білесің ғой сен. Не қажет екенін білесің ғой. Сол нәрсені оқы. Біздің ауруды, вирусты жұқтырып алып, біздің ауруды өзіңнің жеріңе таратпа деп. Халқы 95% намаз оқиды. Олардың арасында өзіндік топтар бар. Сол аудиторияға арналған уағыздарды әкеледі де біздің 1% намаз оқитын аудиторияға алып келеді. Кәдімгідей осындай қылып қатты сыйлайды дейді. Мен анау ойлаймын, қоям, мынауың бір ертегіге ұқсап кеткен жоқ па деп қоям. Бізге ислам мына Орта Азиядан келді. Және Орта Азияда халықтардың бізге жасаған жақсылығы көп. Сондықтан мына дастарханның бірінші сөзін мен Қазақстаннан келген магистрант жігітке беремін деді. Білім өркениет өзі көшіп тұрады. Өзі бір рухани зат қой бұл деген. Бұл деген қолға ұстайтын зат емес. Сын деген жалпы не үшін керек? Шынымен де бізде сын айтудың да әдебі жоқ, сын қабылдаудың да әдебі жоқ. Және осылай сын айтып қалса деген бір-біріміздің бетімізді тырнап жібереміз де. Кім не айтып жатса да, қайдан айтып жатса да, бірінші өзімнен іздеймін, сондай ма, шынымен сондай ма деген сияқты ше. Сын дегенде әлеуметтік желілерде айтылатын хейт бар ғой. Ол сын емес. Сын егер кәсіби болса, оны қабылдайсың. Ұстаз біздің ғалымдарымызбен сәләфи бауырларымыздың ғалымдарының арасында қандай айырмашылық бар деп. Айтамын да, сын айтуда айырмашылық бар дейді. Олар сын айтпайды, олар жала жабады. Ал біз сын айтамыз. Сондықтан әртүрлі нәрселерді жеткеннен тіпті бай болғанның өзінде де адамның бір жағында руханияты шаршайды. Руханияты шаршағасын әрбір нәрседен руханият іздейді. Сөйтеді де бізде қайдағы жоқ психологтарға алданып қалып жатқан жастарымыз да бар. Бай адамдардың рөлдері, қоғамдағы рөл қандай болу керек, айтыңызшы. Жемесең де май жақсы, бермесе де бай жақсы дейді. Бай елдің негізгі қоғамының күші. Білімділер және дәулеттілер. Біздің ұлтымыз рулардан құралады. Руларға бөлінбейді. Рулар ұлтты құрайтын сияқты, ұлттар үмбетті құрайды. Біз ұлтты ойлап жатыр деген сөз үмбетті ойлап жатыр деген сөз. Біз бірден барып үмбетті ойлап кете алмаймыз. Жаңағы ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шықсын? Мысалы, Нұрсұлтан ұстазбен түсірген мен подкастым бар, Шапағат подкасты. Астында пікірлерді ашып қарасам, неге сен жағаласа бересің, сен сұрағыңды қойда отыр, анау мынау деген керемет сондай сөздер жазып жіберген да. Мен айтамын да, бұл подкаст, бұл мен сұхбат, мен журналист емеспін. Мен өзімнің кәсіптесімді, әріптесімді шақырып отырмын. Ассалаумағалейкум, қадірменді момын мұсылман ағайын. Аллаға шүкір, сіздермен тағы да жолығып тұрмыз. Біраз үзіліс алып, мен бисмиллясын бүгін Құдай қаласа жаңа бір подкастты бастап жатырмыз. Бүгін бізде қонақта сонау Атырау қаласынан келген, ат терлетіп 3 сағат бойы самолетпен ұшып келген Ернар ұстазды, Ернар Абзал ұлын шақырып отырмыз бүгін. Аллаға шүкір, шақыртуымызды қабыл етті. Алла разы болсын. Ернар ұстаз, көп рахмет. Жалпы осы арнаны ашып, адамдардың ой өрісін кеңейтуге, білім алуға деген құштарлықтарын арттыруға негізделген бағытымыз бар. Ассалаумағалейкум, құрметті Елдос ұстаз, құрметті ағайын. Көп рахмет. Бүгін сіздердің шақырып отқандарыңызға қуанып қалдым. Енді халыққа, ел жұртқа, жастарымызға пайдалы болсын деген ойдамыз. Ернар ұстаз, өзіңіз жайлы бір кішкене айтып өтсеңіз, таныстырып жіберсеңіз. Енді менің есімім Ернар. Енді Инстаграмда, желілерде мені ата алан деп біледі. Атаның баласы деген мағынаны білдіреді енді. Псевдоним дейді ғой. Дінтанушымын, тарихшымын. Енді ұзақ жылдар бойы Шапағат деген қоғамдық қор бар, оның подкасты бар, оны көріп жүрсіздер өздеріңіз, көпшілігіңіз қонақта болдыңыздар. Соны жүргіздім, кейін артынан қазір ислам тарихында сәл-пәл еңбектеніп жүрік, ізденіп жүрік. Қазақ даласында ислам тарихы тақырыбында менің алаңым осы.
Қазір енді Атырау университетінде дінтанудан сабақ берем. Осылай өздеріңіз көріп жүрген Ернармын. Алла разы болсын, өзіңізді таныстырғаныңызға көп рахмет. Альхамдулилля, осы дүйім жұрт білу керек қой әйтеуір. Енді мен сізді жайдан жай шақырып тұрған жоқпын, Ернар Саз. Енді өзіңізбен бұдан алдында сұхбаттасып, енді бір көріскен болатынбыз. Енді Аллаға шүкір, адаммен сөйлескен кезде бірден адамның оқығандығы, білімділігі, өзі айтып жатқан сөздерінен де байқалады ғой. Мен кейбір кезде айтам, анау бір видеолар түсіріп жатады ғой, кейбір кезде бір жігіттер кітапхананың артында кітапты қаптатып қойып бірдеңке айтып жатады. Мен айтам, адамның сөйлегенінен соны арттағы кітаптарын оқыған ба оқымаған ба содан ақ білуге болады да. Иә, оның дұрыс. Иә. Біреулер тап-тамаша фонды таңдап алады, бірақ айтып жатқан сөзінен лайық емес дейсіз ғой. Иә, енді әркім әртүрлі. Енді Аллаға шүкір, өзіңізді сондай бір білімді азамат ретінде білгенімізден, танығанымыздан, бүгін сол біліміңізбен көпшілік дүйім жұртқа бөліссеңіз деген бір өзіміздің неміз бар. Бұдан алдында Құдайға шүкір подкастқа түскен болатынсыз, иә? Негізі Михраб телеарнасында түстіңіз, иә? Михрабта болды. Иә. Тамаша. Оралдағы 1-2 подкастта болғанбыз. Иә. Енді бүгін мен жалпы өзіңіздің осы Инстаграм парақшаңызды қарап шықтым. Соған байланысты біраз сізбен пікір алмасайын деген бір ойым бар. Сол жерде енді байқағаным, сіз шетелді көп аралағансыз. Оның үстіне сол қанша мемлекетте болғаныңыз жайында, болған мемлекеттеріңіз жайында, сол жерден алған әсерлеріңіз, бір жақсы нәрсе алған жайында сол бір кітап жазып шықтыңыз. Иә, ғалам шексіз деп. Иә, ғалам шексіз деп PDF форматында шықты. Әйтеуір Аллаға шүкір, тамаша екен. Содан байқаймыз, біраз шетелде болғансыз, аралағансыз. Енді бізде жалпы дінімізде негізі рихля деген нәрсе бар да. Рихля деген ар-рихлату фи талабил илм деген ғалымдарымыз тіпті кітап жазған да. Ілім талап етуде жолға шығу, сапарға шығу. Неге ғалымдарымыз бұны айтқан? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің әйгілі хадисінде мән сәләка тариқан елтамису фихи илман, осылай сөзді айтады да, кімде-кім білім жолына түссе дейді деп бастайды. Сол үшін ғалымдарымыз айтады, білім жолына түсу деген, яғни ол білім үшін сапарлату, білім үшін алыс жақтарға бару, өзіңнің жеріндегі адамдармен тек қана шектеліп қалмау, ой өрісіңді дамыту деген мәселе. Енді жақында тағы бір сөз оқып қойдым, мынандай бір айтады да, өкінішке орай дейді, шетелден көлік тасып жүрміз дейді, бірақ білім тасып жүрген жоқпыз дейді. Ол енді дұрыс. Шетел дегенде енді бізде шетелге деген көзқарасымызды енді өзгертіп келе жатырмыз ғой. Жалпылама қазақ деген демалыстарда әйтеуір шетелге шығып бастады. Әлбетте жапа тармағай болып бәріміз шетелге кетіп қалған, бұл дұрыс емес болады. Бірақ белгілі бір дәрежеде барып келіп көріп, содан кейін ондағы жақсы нәрселерді алып, жаман нәрселерді сол шекарасында тастап кететін болсақ, елімізге пайдалы тұсын алып келетін болсақ, бұл құба-құп. Ол жағынан жақсы. Яғни біз оқуға, сәл-пәл көріп келуге, әлемді зерттеп келуге барғанымыз жақсы. Бірақ түгелдей көшіп кетіп, сол жақта қалып, сол жақта жылдар бойына 30 жылдап, 40 жылдап жұмыс жасап жатқан адамдар да бар да. Оны мен енді оқыған адамдарға дұрыс емес деп есептеймін. Ал енді сіз айтып отырғандай, әлбетте білім ізденуі керек. Білім жолға шығып ізденеді, білім аш болып ізденеді. Білесіз оны өзіңізде шетелдерде болып келдіңіз. Енді жаңағы шетелге шығу дегенде, енді қазақ қазір шүкір әйтеуір шетелге шығып үйреніп жатыр. Бірақ сіз айтқандайдай бір қыры да бар да, тиынның екі жағы бар деген сияқты. Қазақ енді үйреніп жатқасын, енді кенже болғасын, шетелде жүрудің әлі әдебін қалыптастырмай келе жатыр. Алдында барып Грекияда бір аралды өртеп жіберді дәулеттілеріміз. Римге барып өзінің атын жазып кеткен қашап. Сол сияқты ол деген көрініп қалып жатқанда, көрінбей қалып жатқанда нелеріміз бар, олқылықтарымыз бар. Оқуға барғанда да басқа болсын. Оқуға барып анандай условия дейді, орысша айтқан, анандай шарт көрмегеніміз, анандай қалалар көрмегенімізді көрсетіп қойып барып. Оқуға барған, болашақпен оқуға барған, бірақ таңнан кешке дейін кафе барларда отқан да жастарымыз бар да. Әлбетте бұны барлығы пайдалы ма, пайдасыз да, сол жағында қарау керек қой. Сондықтан шетелге шыққанда зерделі әрбір қазақ шетелден жақсы нәрсесін алып келу керек та. Жаман нәрсесін тастап кету керек. Ал енді біз тек қана материалдық нәрсе алып келіп жатқанымыз өтірік емес те. Түркияға барып киім алып келіп жатырмыз. Қытайдан барып киім алып келіп жатырмыз. Жаңағы Грузиядан барып машина алып келіп жатырмыз. Енді олардың білімдерін,
қалаларды таза ұстау деген сияқты әдеп ғұрыптарын, әдеттерін, барлығын жақсы нәрселерін де алып келе беруіміз керек деп алып ойлаймын. келе беруіміз керек. Дұрыс айтасыз. Негізінде мынау дін саласында әсіресе мен айтар едім, біз кезінде сол Египетте оқып жатқан кезде бір ұстазымыз бір тамаша кеңес айтатын. Шетелге келіп білім алғандарың жаман емес дейді, дұрыс дейді. Бірақ бірдеңкені біліңіздерші деп айтатын. Біздің проблема бізде қалсын дейді. Біздің проблема бізде, біздің проблеманы өзіңнің мемлекетіңе апарма дейді. Мысалы, түріктің өзінің саясатына байланысты мемлекетте неше түрлі діни топтар бар, діни көзқарастар бар. Саяси топтар бар, саясиланған топтар бар. Саясиланған топтар бар. Дәл солай мысалға жаңағы Пакистан, Индия болсын, жаңағы Египет болсын, әрбір осындай бір мемлекеттерде өзінің жаңағындай орналасқан жеріне қалай, саясатына қарай неше түрлі діни топтар бар. Бізге ұстаздарымыз айтатын, сенің мемлекетіңде қандай, мысалға Ханафи мазхабын ұстанасыңдар, мысалға өзіңнің мемлекетіңе не керек екенін білесің ғой сен. Не қажет екенін білесің ғой, сол нәрсені оқы. Біздің ауруды, вирусты жұқтырып алып, біздің ауруды өзіңнің жеріңе таратпа деп. Дұрыс айтасыз ұстаз. Енді мына Ибн Халдун деген атақты біздің ғалымымыз бар ғой. Ибн Халдун мына бізде жаңағы мұсылман ғалымдардың арасында ең көп саяхатқа шыққан, әлемді көрген, шартарапты көрген, Европаның жерлерін көрген. Сосын келді де 7 томдық Мұқаддима деген кітап жазды, кіріспе деген кітап. Сол кітапта әлемнің әрбір түкпір-түкпірін жазды. Сонда былай дейді, біздер мұсылмандар өзімізді тануымыз үшін мұсылман еместерді де тануымыз керек дейді. Сонда сол кісінің мынандай сөзі бар: география тағдыр деген. Жағрафия әрбір халыққа берілген тағдыр. Ол жағынан сайып келген кезде шынымен де біз басқа географияға барамыз. Ол географияның тарихында қалыптасқан өзінің менталитеті бар, өзінің дәстүрі бар, өзінің тарихы бар. Онда алып келген қазанында қайнап жатқан нәрселерді бірге біздің елімізге алып келу қаупі де бар. Ол діни салада болсын, басқа салада да, оқуда да болсын. Сонда мен қазір университетте студенттерге де сабақ берем. Одан бұрын мектептерде, жеке мектептерде 2 жылдай сабақ бердім. Сонда барлығын ата-аналарға да айтам, балаларға да айтам да. Мен бакалаврды шетелде оқуды қолдамаймын өзім. Өйткені бала ата-анасының үйінде болады 17 жасқа дейін. Содан 17 жасында мектеп бітіреді де әлі оң солын танып, бұғанасы қатпаған баланы аппаратта шетелге жібереді. Оған деген ата-анасы да, барлығы да сол шетел болады. Шетелдің бүтін мәдениетін солай қабылдай береді. Және соны кейін Қазақстанға алып келеді. Сондықтан баланы магистратурада жіберу керек. Бала 20-ға келіп қалған кезде, есейіп қалған кезде, оң солын, Қазақстан қоғамын таныған кезде жіберу керек. Ол діни салада болсын, басқа салада болсын. Ол діни салада да жаңағы Ар-Рихлату фи талабил хадис деген кітап бар жаңағы. Әйгілі ғалым ғой, Хатиб аль-Бағдади деген үлкен хадис саласында еңбек сіңірген сондай ғалым өмір сүрген. Енді хадисте үлкен орны бар майталман. Сол кісі кітабында айтады, білім алуға жолға шығу дұрыс дейді. Негізі ғалымдар уәжіп деп айтқан ғой, міндет деп айтқан. Бірақ қашан? Өзіңнің жеріңдегі ұстаздарыңды тауысып біткенде. Мен өзімнің жерімнен, елімнен керек білімді алдым. Енді ары қарай тек қана оны шыңына дейін, бегіне дейін жеткізу үшін мен ар жаққа бару керекпін деген кезде ғана, яғни ой сана, өзіңнің жеріңнің дәстүрі, жергілікті нәрселердің барлығын бойыңа сіңіргеннен кейін, сосын барып алсаң, көп нәрсе пайда тигізеді. Осыны айтады ғой жаңағы. Енді осы арада да қосып кететін діни салада жұмыс жасап жүрік қой, енді 8 жылдай. Кейде бауырларымыздың арасында тартыстар болып қалады. Кім айтты десе, пәленше шейх айтты дейді. Ол шейхтің жерін қарап отырсаң, халқы 95% намаз оқиды. Олардың арасында өзіндік топтар бар. Әр жағында мұсылман емес елдермен шекаралас, олармен ғасырлар бойы соғысқан. Сол аудиторияға арналған әңгімелерді, сол аудиторияға арналған уағыздарды әкеледі, біздің 1% намаз оқитын аудиторияға алып келеді. Содан да бізде жаңағы түсініспестік болады. Бұны менің Түркиядағы жетекшім осыны жақсы талдап берді. Өйткені ол кісі өзі Қазақстанда болған екен, 1 жыл сабақ берген екен. Сонда айтады, енді Нұрекеңнің, бірінші президентіміздің басында мынандай сөзі бар: біз әлемге ашықпыз, әлемнің мәдениеттерін қабылдаймыз деген. Енді ол кісі діндер арасында татулық болсын, ұлттар арасында татулық болсын деп істеді, бірақ оның артынан бір жаман жағы да бар да. Сөйтіп жан жаққа студент жіберген кезде, ол студенттердің бәрі елге қайтып келген кезде
біздің арамызда болып жатқан осы діни салада, эксперттік салада болсын, былай жамағаттың арасында да болсын, кейде түсініспеушіліктер осыдан болып қалады. Жақсы, мақұл, енді сен шетелден білім алып келдің ғой. Шетелден алып келген біліміңді сен өзіңнің еліңнің арнасына салып жіберу керексің да. Ол жағында біз кенжеміз де. Біз әбден Түркиядан көрдік, Түркиядағыдай болсын деп есептейді. Түркияның республика болғанына 101 жыл болып жатыр бүгін, 29 қазанда. Одан бұрын 600 жыл бұрынғы Осман халифатының сұлтандығының дәуірі бар. Ал біздің тағдыр, біздің жағрафия оған келмейді. Оның астында арабтар отыр, үстінде Балкандағы мұсылмандар отыр, айналасы. Мына жағында ғана гректер ғана мұсылман емес шығар. Айналасының барлығы өзіңіз сияқты халықтармен қапталған. Ал біздің мына жағымыз Ресей, мына жағымыз Қытай, астымыз Орталық Азия. Біздің тағдырымыз ұқсас қасымыздағы халықтармен. Бәріміз бір елге бодан болғанбыз. Сонда мына арада тарихи фактор бар, географиялық фактор бар, халықтың дәстүрлік фактор бар. Оның бәрін ескермей сен деген уақыты болады да бұның. Біз уақытынан бұрын айтып қойып жатамыз да кейбір нәрселерді, асығамыз. Шетелде білім алудың тәуекелдеріне кіріп кетіп жатырмыз ғой. Шетелге сапарға шығудың арасында кіргізіп жіберіп жатыр, қыдырып келудің, сапарға шығудың, бизнес сапар жасаудың, біліми сапар жасаудың. Бірақ сапардың өзінің әдептері бар ғой. Ұстаз, сіз өзіңіз де бір рет постта жаздыңыз. Жаңа аталмыш кітапта, ғалам шексіз деген кітаптың да кіріспесінде де бұл сөзді жазған мен де. Ғалымдар сапарды өзі үшке бөледі. Алланың разылығы үшін жасайтын сапар, өзің үшін жасайтын сапар және күнә үшін, күнә арқалап келетін сапарды. Алланың разылығы үшін жасайтын сапар белгілі, ол білім алу үшін қажылыққа барам, умраға барам, пәленше ғалымды зиярат етем, содан білім алып келем десе, бұл Алла разылығы үшін болған сапар. Өзің үшін сапар, қыдырып келем деген сияқты, көріп келем десе, ол өзің үшін сапар болады. Ал күнә үшін ана жерде казино бар екен, Дубайда бар екен, Минскіде бар екен деп барып келетін болса, одан да түрлі күнәлар бар. Енді бір мысалын ғана айтып жатырмын да. Мына Түркияда жүргенде кейбір ол жақта да енді әртүрлі халық бар ғой. Сонда кейбір адамдар айтатын, мен Қазақстанға барам, Грузияға барам, винолары жақсы деп айтып қалып жататын адамдар болады да. Бұл уже күнә үшін сапар. Сапардың әдебін біліп баратын болсаң жақсы сапарға. Сапардың өзінің әдебі бар, өзінің жолы бар дегендей. Және мына сөз бар, аксиома. Сен Қазақстанда өзіңнің еліңде жүргенде сен өзіңнің атыңды тасисың, шетелге барғанда еліңнің атын тасып жүресің. Сенің бір нәрсе білдіріп кеткеніңді Ернар білдіріп кеткен зат демейді. Ернар өртеп жіберген жоқ, гректердің аралын, қазақтар өртеп жіберді деп айтады да. Бұл ауыр нәрсе. Қазақтар деп. Қазақтар келді, ішті жеді, қопарып кетті, бәрі өте мәдениеті жоқ. Ақшалылардың өзі осындай, ақшасыздардың өзі қандай екен. Сол жерде қандай екеніміз білініп қалады дейсіз. Осы жерде не әңгіме есіме түсіп отыр да, көп жаңа жігіттер Грузия, Арменияға барып көлік алып келіп жатыр ғой. Сонда енді бір таңғаларлық нәрсе, мынау аталарымыздың жақсылығының өтіп кеткені ғой. Бүкілі, енді мен бір адам айтқанда сенген жоқпын бұған, екі адам айтқанда сенген жоқ, үш адам айтқанда ойлана бастадым. Енді 10-15 адам бірде айтып тұрған кезде сенеді екенсің да. Сөйтсе барлығы жаңағы барып келгендердің барлығы айтады, қашан біз жаңағы шешендермен жолығып қаламыз, Чечняда шешендермен, аналар масқара асты үстімізге түсіп, жаңағындай бензинімізді тегін құйып беріп, тамақты тегін беріп, үйіне қонаққа шақырып, кәдімгідей осындай қылып қатты сыйлайды дейді. Мен ойлаймын, қоямын, мынауың бір ертегіге ұқсап кеткен жоқ па деп қоямын. Сөйтсем ана кісілер шынымен де сондай асты үстіне. Ондай мысал менің де басымнан өткен. Мен 2019 жылы Ресейде магистратура оқимын. 2019 жылы Дағыстанның астанасы Махачқала деген қала. Сол қалада ірі исламтанушылық халықаралық конференция болды. Исламтанушылар, дінтанушылар жиналған. Мен магистрант қанамын оған келіп отқан. Онда деген Польшадан, Франциядан, араб елдерінен, Ираннан ғалымдар келген. Содан енді конференцияның бірінші күнінен кейін кешке шай береді деген бар ғой, енді осындай дастархан береді. Содан тілек айтыңдар, бізге қандай жақсы тілек айтасыңдар деп Дағыстанның ғалымдары. Сонда арабтың ғалымдары бар, Польшадан келген ғалымдар бар, Италиядан келген, жан-жақтан келген ғалымдардың барлығын отырғызып қойып былай деп айтты ғой, жүргізіп тұрған адам. Бізге ислам Орта Азиядан келді. Және Орта Азияда халықтардың бізге жасаған жақсылығы көп. Сондықтан мына дастарханның бірінші сөзін мен Қазақстаннан келген магистрант жігітке беремін деді. Бұл енді біздің аталарымыздың жасап кеткен
жақсы аты. Енді біз соны білдіріп алмауымыз демек керек шетелдерге. шетелге шыққан кезде біз өзімізді жақсы қылып көрсетіп кетсек, яғни біздің жақсылығымыз біреуге өтіп кетсе, біздің жақсы жеріміз көрінсе, бәлкім ол біздің бала шағаларымызға, біздің ұрпақтарымызға жақсылығы тиіп қалар деген сондай бір ниет болу керек қой негізінде. Әрбір адамда шетелге барған кезде бүлдіріп келмей деген сияқты жамандығын істемей, сабағын жақсы оқып келіп, сабағын жақсы оқып емтихандардан құламай. Кейбір жігіттер бар мысалға, Түркияға барып оқып келген кезде соның ұстаздары артынан айтып жатады да, біздің ең үздік студент болған, біздің ең үздік оқытушы болған, қазақтың жігіттері барлығы осындай деп. Міне қазір осы соңғы кезде қазақтың жігіттері ағылып Түркия елінде оқып жатқан кезде, сол жерде шамдық ғалымдарымыздың барлығы сабақ берген кезде, соншалықты қазақтың жігіттері көп келіп жатыр, оқымыстылары, мықтылары көп. Мен ойлаймын, Құдай қаласа алдағы уақытта өзге жаңағы адамдар, студенттер білім алу үшін Қазақстанға баратын сондай жағдай келіп қала ма деп сөйтіп мақтап жібереді ғой. Білім көшіп тұрады деген ғалымдарымыздың сөзі бар ғой. Ол да бар. Ол негізі осы Ибн Халдундардың сөзі болды деген. Білім өркениет өзі көшіп тұрады. Өзі бір рухани зат қой бұл деген. Бұл деген қолға ұстайтын зат емес. Мысалы, орта ғасырлардағы білім біздің жерде болды. Орта Азияда. Діни білімде, былай дүнияуи білімде. Одан көшіп Андалусияға барды, көшіп Бағдадқа келді. Сөйтіп Еуропаға көшіп кетті, дүнияуи ғылым. Діни білім әлі шығыс елдерінде қалып қойды, таяу шығыс елдерінде. Енді шын мәнісінде біздің Бұхара, Түркістан медреселері Ханафи мазхабының екінші ірі медресесі болды ғой. Осман медресесі, Оңтүстік Азиядағы медреселер, Қазан медреселерінің барлығы бұл Бұхара медресесінің бала медреселері еді. Сонда біз Бұхара, Түркістан медреселеріміздегі білім Алла қаласа бізге қайтып көшіп келсе, сіздер арқылы біздің қатарымызда қаншалаған ұстаздар оқып жатыр. Сонда біз әлбетте сол білімді қайтадан салтанатын құрады. Дұрыс айтасыз. Мынау Абу Бакр әл-Ажурри деген ғалым бар. Сол кісінің есіме түсіп отыр, Ахлақул улама деген кітабы бар да. Сол кісі тамаша нәрсе айтады. Айтады, шынайы ықыласты ғалымды қайдан білуге болады дейді. Ол өз елінен шыққан кезде басқа адамдар әдетте оқитын затты оқымайды дейді. Яғни өзінің еліне керекті затты оқиды дейді. Яғни керекті. Мынау менің еліме керек, менің еліме осы жетіспейді. Осы жағынан біз рухани ақсандап жатырмыз. Маған осы нәрсені үйрену керек деп, соған қарай не істейді, жаңағындай талпынысын, жігерін, қайратын жаңағы жерге, ақсап тұрған жерге жұмсайды да. Өйткені оның шетелге шыққандағы миссиясы қандай? Елге келгендегі сол жарақатты жаңағы емдеп жіберу ғой. Емдеп жіберу. Демек, былайша айтқан кезде, қорыта айтқан кезде, шетелде білім алып жатқан адам бірінші осы жақтан толыққанды білім алып алу керек, осы жақтың ұстаздарынан тәлім тәрбиені алып алу керек, кеңестерін алып алу керек, мәдениетті сіңіру керек, сосын барып. Барғаннан кейін сосын дұрыстап оқу керек, өз жайында. Яғни мына іргетас фундаментті мықты болу керек па? Сосын өз жайында барғаннан кейін тек қана жақсы сөз қалыптастыру керек, елге керек нәрсені оқу керек, сол елдегі жаңағы вирусты алып келмеу керек деген сияқты. Осы нәрселер ғой, осы көбінесе. Бұл енді біздің мемлекеттік санада қалыптасу керек қой. Біз мысалы әуежайларды көреміз, үлкен алып, қандай ұлы сөздің ұяты жоқ, әжетхана мәдениетінің өзі қалыптасқан елдері бар. Жолдың ережелері жақсы қалыптасқан, жолдары таза деген сияқты. Біздің де артықшылықтарымыз бар. Мысалы бізде жол ережелері жақсы біздің елімізде. Анау басқа шетелдерге қарағанда. Біздің де жақсы жеріміз бар, олардың да жақсы жері бар. Әлбетте ол жақтан біз жақсы жерлерімізді алып келу керекпіз. Енді мемлекеттік сана дегенде біз шетелге шыққанда кейде біздің жастарымыз шетелдің адамдарымен бірге біздің еліміз жамандап отырады да. Ол да біздің ант ұрғандығымыз да. Сонда біз өзіміздің де қателігімізді жасырып, ана жақтың жақсылығын алып келіп, жамандығын сол жаққа тастап кетіп, сосын барып осы елге қызмет ету керек қой. Кейде жаңа мысалы былтыр Лондонға бардық. Былтыр дегенде биыл көктемде жан досым екеуміз. Сонда жаңа Лондонға көріп, қарап отырып айтамыз да кейде. Осы жерлерге біздің көкелеріміз келіп жатқан жоқ емес, келіп жүр, көріп жүр, Кембриджлерді оқыды өздері. Осы нәрселерді алып келмей ме екен елге деп. Енді бұның бәрі жаймен болады шығар. Енді осы білімнің нәтижесі бір 30-40 жылда шығады ғой. Құдай қаласа енді ол бірақ енді саннан сапаға өтеді бәрібір. Саннан сапаға өтеді. Саннан сапаға өтеді.
жартысы пайдасыз болып келсе, жартысы пайдалы болып келер. Әйтеуір пайдалы болып келетіндер 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар ғой, әрдайым. Пайдалы болып келетіндер елімізді көркейтер деген қорытындылаймыз осы сұрақты. Әйтеуір басқалары келіп зиян тигізіп кетпесе болды ғой. Сол үшін айтып жатқан сөзіміз сол ғой негізінде. Ең бастысы. Осындай бір кішігірім негізінде әдептер бар. Енді сіз өзіңіз шетелде болғаннан кейін соны бір өзіңізбен талқылап жатқан жайымыз ғой. Сосын тағы да бір екінші бір мәселе, сізде Инстаграмда көрдім мен, сіздерде шатаспасам Атырау өлкесіне, үлкен университетке, жоғары оқу орнына бір шетелден бір ұстаз келген екен. Атында жазып алдым мен, Петр Кучера деген, Чехиядан келді, шатаспасам. Түбі чехиялық, бірақ Германияның ғалымы. Германияның. Тамаша, мен сол кезде байқап қалдым, енді сол кісіден сіз енді объективті пікірін сұрап жатсыз да, біздің еліміздің қандай жақсы жерлері бар деп. Сол кезде оның жақсы жерлерін айтып жатыр, мақтаған жерлері де баршылық, Аллаға шүкір. Бірақ объективтілік үшін ол бір-екі минустарымызды айтты. Соның біреуі, сендер сын қабылдай алмайсыңдар деді. Түркі халықтар. Түркі халықтар, сын қабылдай алмайсыңдар деп. Осы жерде мен сұрағым келіп отыр, енді өзіңіздерді көріп тұрам, енді арасында бір сынап тұратын жайларыңыз бар, өзіміздің кейбір кісілерді ел жұрттың алдында жүрген. Енді осы орайда бір сұрағым келіп отыр да менің. Сол сын деген жалпы не үшін керек? Біз не үшін сын айтамыз? Осыны түсіндірейікші бір-бірлерімізге. Мынандай ғой, ұстаз Петр Кучера деген ғалым, бұл кісі түркі танушы өзі. Бірақ түркі танушы болғанда ұзақ жылдар бойы Түркияны зерттеген, Түркияда оқыған, түркі тілін біледі, араб тілін біледі. Өйткені түркі халқының 80% ислам дінін ұстанады деп, араб тілін үйренген. Мұражайға апардым, 18-19 ғасырдағы Құрандарды витринада тұрады, ашық тұрған витринада, Әнбия сүресі, Анкабут сүресі деп жіберіп отыр. Былай қарағанда мұсылман емес. Бірақ мен риза болдым, оған құрметім артты, себебі ол өз саласының маманы да. Хақиқи түркі танушы, түркі халықтардың елдерінде оған, Өзбекстанда оған, Түркияда оған, енді Қазақстанға келіп жатыр. Сол үшін мен ол кісіден пікір сұрадым. Пікірлесім, шай ішіп отырып. Енді европалықтар дипломатиялық жолмен айтады ғой. Енді сын айтуда сын деген нәрсе бар, мін деген нәрсе бар. Мына түріктерде, түрік ағайында мынандай жақсы нәрсе бар да. Мынау біздің итіміз, бірақ оны біз атамыз, сен келіп атпа, сен оған тас лақтырма дейтін сөздері бар да. Бір әкімдерін, ел басшыларын жақсы көрмей қалса, өздері сынап отыра береді да. Сен келіп сынасаң, өз жақтырмай қарайды. Мақұл, ол да дұрыс. Бірақ сын мен мінді айыра алу керекпіз. Мысалы, кейбір шетелден келетін ғалымдар бар, осылай сын айтады. Осыны дұрыстап жіберсеңіздер өздеріңізге жақсы болады деп сынаса жақсы. Кейбір шетелден ғалымдар келеді, ой, сендердікі жоқ болды, міне, біздікін алып келеміз дейтін болса, онда кешір қарағым. Дұрыс, сыныңызды қабылдаймыз, бірақ мынандай айту, өзіміздің заңымызбен кіреміз біздің университетке десе, немесе біздің ғылым ордаларына десе, онда қой қарағым, рахмет, сау бол дейміз. Көрдіңіздер ме? Яғни сын қабылдаудың осы арада шегі болуы керек. Ал Петр Кучера ағайдың айтқан сыны мен қабылдадым. Өйткені шынымен айтып отыр, дұрыс айтып отыр. Шынымен де бізде сын айтудың да әдебі жоқ, сын қабылдаудың да әдебі жоқ. Және осылай сын айтып қалса деген бір-біріміздің бетімізді тырнап жібереміз де. Шетелден сын айтқан кезде де соны солай қабылдайды екенбіз де. Енді олар шетелдің журналдарына мақала қабылдайды, біз олардың конференцияларына барамыз. Сонда әлемдік университеттердің баллон процесі деген жүйе бар ғой, сол жүйеге келе ма келмей ме, соны айтып жібереді, соны да дұрыстап қабылдамайтын болып тұрмыз ғой. Әлбетте, егер жанашырлықпен айтса, осылай дұрыстап жіберіңіздер десе, мақұл қабылдайсың. Ал бірақ жаңа біздікіндей болсын, дәл осындай дейтін болса, онда әлбетте ол сындай кері қайтарып жібересің. Жалпы сын не үшін айтылады? Жөнделсін, түзелсін деген ниетпен айтамыз ғой біз, дұрыс па? Айтады ғой, сұрақтың да түрі бар деген сияқты, сын бар, мін бар деген сияқты ғой. Біреу жаңа білем деп сұрақ қояды, біреу шалдырсам деп сұрақ қояды деген сөз ғой. Біреу жаңа сын таққан кезде де солай ғой. Біреу осы жөнделіп қалса, ой, сол кемшілігін жөндеп жіберіп, алдағы уақытта көрсетпей, сол қайттан бір түскен шұңқырына екінші рет түспесе екен, бір қайталаған қателігін екінші рет қайталамаса екен, ел жұрттың алдында мазақ болып қалып, күлкіге батып қалмаса екен деген ниетпен жаңағын айтамыз ғой, ол дұрыс. Кейбір кезде жаңағындай әдейілеп жаңағы
бүкіл күліп жатқан жерден тоже мен де күліп жіберейін деген сияқты ше сайқымазақтармен бірге сайқымазақ болып отырайын деп жаңағындай сондай бір ниетте де аяқтан қылыватқандар шалу бар. деген сияқты. Иә. Бірақ та менің өмірімде мынандай бір тәжірибе болды. Бір кісі, енді мен бір жерде қызмет жасап жүргенде есімде, сол басшымыз өте қатты ұрсатын да, өте қатты. Енді ұрысқанда да кәдімгідей ана кісінің бір ұрысын естісең өмірден түңіліп кетесің да. Енді мен ол кезде жаспын, жастау болып жүрмін. Сол кезде жаныма келді да бір ұстазым келіп айтты. Елдос деді, адам ашуланған кезде қатты сөйлейді деді, ұрсады деді. Бірақ сен деді, керек жерін алып, керек емес жерін алып таста деді. Яғни ол кісі айқайлап жатыр, анау қайттан айқайлап жатыр деп мүлдем сөзін тыңдамай қойма дейді. Жоқ, зер сал дейді, тыңда дейді. Шынымен анан зер саласын, қарайсың, тыңдайсың да, қай жерің дұрыс емес екен, сол жерін шынымен алып ал дейді өзіңе. Алып ал. Мән берме дейді. Ең бастысы сен тек қана өз-өзіңді түзеу деген ниетің ғана болса, мен анау есімде қалып қойған сол. Кім не айтып жатса да, қайдан айтып жатса да, бірінші өзімнен іздеймін, сондай ма, шынымен сондай ма деген сияқты. Өзімде бар ма, жөндеуге тырысып, оны екінші рет қайталамай қояйыншы деп. Ұстаз ауыз сөзіңіз аузыңызда. Енді бірақ бізде сын дегенде әлеуметтік желілерде айтылатын хейт бар ғой. Ол сын емес. Сын егер кәсіби болса, оны қабылдайсың. Оны көресің, бірақ хейттерді сен қабылдамайсың. Мысалы, сын қабылдаудың да иммунитеті болу керек адамда. Мысалы, біз докторантпыз, шетелдерде оқимыз. Сенің жазып алып келген нәрсеңді сенен жоғары жетекшің бар. Жетекшің сынап жібереді. Ернар, мынауың қате, мынауың дұрыс. Сен келесің де ол сынды қабылдайсың. Неге? Сен өйткен қатеңді дұрыстап келесің. Я болмаса мен кітап жаздым, кітап жазғанда жамағат сын айтысы, өзіңіз де кітап жазып жүрсіз. Жамағаттан пікір естейсіз, сын естейсіз, айтады, ұстаз, мына сөзіңіз ауыр болып кеткен, мына жеріңізді түсінбей қалып жатырмыз десе, бұндай сын қабылданады. Ал егер хейт болатын болса, ол қабылданбайды. Ол уже мінде. Демек, сында мынандай бір шекаралар бар, иә? Қатты шектен шығып кетпеу, жеке басқа тимеу керек, кәсіби болу керек, кәсіби, яғни мамандығыңа қатысты, иә, және сын айтқан адамда ол кәсіптің айналасында болу керек деп ойлаймын. Мысалы, Нұрсұлтан ұстазбен түсірген менің подкастым бар, Шапағат подкасты. Иә. Дұрыс, Елдос Тоқтарбай ағамызбен де түсірген. Енді ол кісілердің өздерінің аудиториясы бар, менің де шамалы аудиториям бар, енді ол кісілердей көп емес. Астында пікірлерді ашып қарасам, неге сен жағаласа бересің, сен сұрағыңды қой да отыр, анау мынау деген керемет сондай сөздер жазып жіберген да. Мен айтамын да, бұл подкаст, бұл мен сұхбат, мен журналист емеспін. Мен өзімнің кәсіптесімді, әріптесімді шақырып жатырмын. Дін саласындағы ұстазды әріптес ретінде, тарихтағы әріптесімді әріптес ретінде шақырып отырмын. Ортада екі пікір болады. Сол, ертең... Бұл сұхбат емес, подкаст қой. Бұл подкаст деген 100-100, 2 болсын, 3 болсын, 4 болсын, адамның ортаға бір пікір салуы. Демек, сында осындай бір шекаралар бар, соларды сақтап отырса, қандай керемет та. Сол үшін сын, адамда сын қабылдай білу керек деп ойлаймын енді мен. Енді мынандай сын айтты дегенде бізде әрдайым айтатын, өздеріңіз айтатын сөз бар ғой, ғалымдардың арасындағы талас тартыс, пікір талас. Бұл мейірім деп те, үмбетке, пайғамбарымыздың айтқан сөзі деп. Сондықтан бұл егер ғалымдар ғылым саласында бір-біріне сын айтылса, бұл жақсы. Екі құрылысшы да бір-біріне сын айтады, ой, ана жалюзіңді қателіп жатсың қара деген сияқты. Ана түс қағазыңды қате жабыстырдың деген сияқты. Сол сияқты бұл сыннан адам бір-бірін дұрыстай алатын болса, ол сын. Ал егер сенің жігеріңді жасыту үшін айтылса, бұл мін да. Жалпы мынандай нәрсені мен көп байқаймын. Біз жалпы өзіміз көп сөйлегенді жақсы көреміз, ел жұрттың алдында сөйлеп, жаңағында біреуге әмір беріп, команда бергенді жақсы көреміз да. Жаңа кімдер, орыстарда мақал бар ғой, бір жұмысшыға 12 бастық жүреді деп ше. На одного работника 12 прорабов деп сөйтіп айтып жатады ғой. Сол сияқты мен кейде ойлаймын да, біз осылай есту мәдениетін қалыптастыру. Алла тағала Құранда дұрыс ести білетін адамдарды да мақтайды. Мысалы бүйтіп айтады: «Аллазина ястамиуна ал-қаула фаяттабиуна ахсана». Олар сөзді ести біледі, соның ішіндегі жақсысына ере біледі дейді. Осындай бір жақсы сипат бар. Сосын мен баяғыда мынандай нәрсені көп еститінмін. Біреулер тренинг жүргізсе, қалай сөйлеу керек, шешендік өнер, ел жұрттың алдында қалай қысылмау керек, ондай тренингқа адамдар қаптап келеді екен, көбірек келеді екен. Ал енді біз сендерге дұрыс тыңдай білуді үйретеміз, ондайға ешкім келмейді екен.
қалай тыңдау керек, нені жазу керек, неге мән беру керек, адамның қай сөзі алады, алынбайды, кім сөйлеп жатқанына қара. Пайғамбарымызда сөздері бар ғой, кім жаңағы не сөйлеп жатқанына қара, кім сөйлеп жатқанына қара, не сөйлеп жатқанына қара. Кейбір кезде сондай нәрселер де бар. Сол сияқты сондай бір адам есту деген де негізі өнер ғой, адамды ести білу, жан айқайын есту. Бізде қазір жалпы осы қоғамда жетіспейді, отбасылық өмірде де жетіспейді. Анау адам егер де көп тыңдай білетін болса, мынау Омар радиаллаху анхудан да сондай сөздер келеді, адамға даналық қашан келеді дейді, көп тыңдай білгенде келеді дейді. Көп тыңдай біледі, көп тыңдай білген адам адамды түсінеді. Сол кезде анау жан айқайын кейбір адам түріне қарап ақ түсініп қояды, бір екі ауыз сөзден ақ оның жүрегіндегі болын түсініп проблеманы шешуге тырысады да. Осы орайда мына жаңа Хазіреті Омардан мысал келтіріп айтып жатсыз ғой. Осы арада бізге сұрақ қояды ғой, інішектеріміз, шәкірттер, іздесарларымыз, ұстаз, біздің ғалымдарымыз бен сәләфи бауырларымыздың ғалымдарының арасында қандай айырмашылық бар деп. Айтамын да, сын айтуда айырмашылық бар дейді. Олар сын айтпайды, олар жала жабады. Ал біз сын айтамыз. Мысалы, бірақ ғалым екенін мойындаймыз. Айтамыз, Ибн Таймия, Алла рахмет етсін, мынандай жерде қателескен, болмаса атақты ғалым деп. Біздің артықшылығымыз сол да. Яғни біз кәсіби түрде, ғылыми түрде сын айтамыз да, мына жерлерінен қателескен деп ғалымдар айтқан, болмаса исламның ғалымы деп. Олар түгелдей қандай ғалым өткен бізде, соның барлығына жала жабады. Сонда дұрыс жол мен дұрыс емес жолды осыдан да аңғаруға болады. Бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе, жаңағы сын айтып жатса біреу, оны жек көріп кетпеу керек. Негізі сын айтып жатқан кезде де біз де оны жек көріп кетіп жатқан жоқпыз, өйткені біз оның жеке басына өтіп кетіп жатқан жоқпыз ғой. Біз не дейміз, ол жеке алған кезде мінезі тамаша адам, жақсы, тамаша әке, тамаша ұстаз, бірақ бір мәселеде қателесіп қапты деп. Сол кейбір кезде бізде сол бір қателік үшін бір адам жек көріп жатады. Мына имам Захабидің сөзі бар, мен есіме түсіп отыр, ол кісі айтады да, егер де исламда әрбір бір екі рет қателескен ғалымдарды тастай беретін болсақ, онда исламда ғалым қалмай қалады дейді. Ислам ғалым қалмай қалады дейді. Исламда ғалымдардың бүкілін несін қарасаң, бүкілін бір-бірлеріне айтқан сындары бар. Не деп жатыр? Ол бірақ ғылыми сын да, ғалымдардың арасында болған пікір таласында. Ол болады. Енді сын айтқанда да мінге өтіп кетпеу керек дегенде, қазақтың өзінің бір дұрыстау керек мінезінің бірі осы ғой, сын айтуда мін айтып кетпеу. Міне осы жақында біздің жерлес Атыраудан бір әпкеміз Лондонда, оның жазушы әпкеміз, оның Лондонда қазақша шығармасы ағылшыншаға аударылып басылды. Сондай басқа емес, сол өзімізден адамдар шығып оны сынап, Лондонда видео айтқан екен барып деп. Сонда ана оқиға есіме түседі, баяғыда кеңес үкіметінің кезінде де Ілияс Есенберлин көшпенділер деген роман жазып, сол роман жазғаннан кейін кеңес үкіметінің үлкен сыйлығына ұсынылады екен де. Сонда барлық 15 өлке кіреді ғой, енді 15 ел кеңес одағының құрамына кіреді. Ресей бар өзі, Латвия, Литва, Эстония бар, Кавказ елдері бар, біздің Орта Азияда ағайындарымыз бар. Сонда дейді, өзбектер бір қора жүзім жіберіп, тонна мақта жіберіп, бұлай да жазып жіберді дейді. Қалай солай біздің жазушымыз осы сыйлықты алсын деп жазып жібереді дейді. Грузиндерде жәшік шарап жіберіп, қалай да біздің жазушымыз сыйлық алсын деп айтады дейді. Біздің қазақтар да хат жазып жіберіпті дейді. Қазақ деген барлығы емес қой, арасынан шыққан сондай адамдар. Хат жазып жіберіпті. Байқоңырды алыңдар, Семейде ядролық бомбаны жара беріңдер, барса келместе де сөйтіңдер, Каспийдің байлығын ала беріңдер, бірақ қалай солай Ілияс Есенберлин сыйлық алмасын деп жазып жібереді. Мұндай болатын болса, бұл сын емес бұл. Бұндай мінезімізді күлеміз ау, бірақ сол күліп отырып жылағың да келеді екен мынау нәрсеге. Бұл ашудан ызадан күлкі ғой. Бұл енді әзіл, бірақ әзілдің де зілі бар да. Сондай бір оқиғалар бастан кешкен, сондықтан бұл қайталанбау керек. Мына Ибн Халдунды айтып отырмыз бағанадан бері. Ибн Халдун айтады ғой, тарих пен келешектің ұқсауы екі судың тамшысы болады, бір судың екі тамшысы бір-біріне қалай ұқсаса, тарих пен келешек дәл солай ұқсайды деген сөзі бар да. Тарихтан бұны қайталамау керек. Тарих қайталанады өйткені, Құдай сақтасын. Енді мен кейде бүйтіп ойлаймын да, енді жалпы біз мін айтамыз, бірақ қазір бір-бірлерін
арқадан қағып мақтайтындар да азайып кеткен. Енді хейт айту, сын айту, жігерлендіру деп айтады, жігерлендіру. хейт айту, сын айту, мін айту, біреу қателік жасап қалса, сүрініп қалса, бүкіл аяғын тосып жаңағындай құлату деген нәрсе өте қатты көбейіп кеткен қазір. Мен бір рет айтып едім, біз сондай бір қоғам болып кеткенбіз, бүкіліміз бір-бірлерімізді жамандай береміз. Ұстазымның айтқан сөзі ғой. Анау ананы жамандайды, жаңағындай, анау дәрігерлер милицияны жамандайды, милиция ананы жамандайды, анау депутат жамандайды, анау билік жамандайды, мынау имамдарды жамандайды, мынау ұстаздарды жамандайды, мұғалімдерді жамандайды, анау пожарниктер. Өзің артымен қарап қалсаң дейді, сені де біреу жамандап жатады деген сияқты көп айтамыз ғой. Бір енді бұл жамандау, бұл шектен шығып кеткен, бұл барлығына сын айта беруде бұл жақсылық емес. Сен өзіңнің көріп отқан қоғамың енді шеттен шығып сын айта беруде анау да жаман, мынау да жаман деген адамдар. Бізде мынандай нәрсе бар да. Ернұр сіз айтып жіберейінші осы кезде. Бізде мынандай нәрсе бар, қараңыз. Қоғамда біреу қателік жасайды. Бір қателік жасағаннан кейін оған бір қоғамның бір ілгері бір жақсы бір белсендісі, әй айналайын қой, сен осы жерден дұрыс жасамадың деп айтса, неге сол жеткілікті болу керек деп ойлаймын да. Ал бізде мынандай бар да, қазір өкінішке орай көп байқаймын осыны. Бүйтіп өзіміз сен айтса, сен неге үндемей отырсың? Сен неге бүкілін ананы әкеп таза жаңағындай текпілеп тастауға дейін сондай бір әрекет жасаймыз да. Мен ойлаймын да, қоғамдағы бір 2, 3, 4 бір сын айтатын негізгі бір кісілер болса, тамаша кісілер. Үндемей қалса, ешкім үндемей қалса, неге үндемей отыр? Мына кісі мынандай өрескел қателік жасады ғой деп бір айтып қойса, тамаша да, иә. А біз кейбір кезде бүкіліміз ат салысып сөйтіп кетіп жатамыз да, сол кезде ойланып қаласың. Ол да жаман да, адамның жігерін жасытып жібересің. Қоғамда бір-бірлерімізді жамандай беру үрдісі өте қатты да. Бірақ бәрібір де мен нені айтқым келеді, бір-бірлерімізді мақтай да білу керекпіз. Жігерлендіре білу керек. Жігерлендіре білу керекпіз. Әлбетте артық мақтау деген, Құдай сақтасын, осы нәрсе құртады негізі бізді. Мен кейбір кезде ойлаймын да, біз бір-бірімізді артық мақтап жібергеннен кейін да сын қабылдай алмай қаламыз ба деп. Өйткені бізде сондай нәрселер бар да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламан бір хадис есіме түсіп отыр. Пайғамбарымыздың кезінде бір кісі жаңағындай не істейді ғой, бір кісіні қатты мақтап жатқан кезде пайғамбарымыз құрттың дейді, болды дейді. Сен мынаны құрттың дейді. Неге десең, сен ода жоқ нәрсені айтып кетіп жатсың дейді. Мақтаған кезде жоқ нәрсені айтып кетіп жатыр да. Сол үшін да кезінде тағы бір келеді, Осман радиаллаху анхудың кезінде, ол кісі халиф болып тұрған кезде, басшылық болған кезде, бір кісі оны мақтап тұрған кезде, жанында Миқдат деген сахаба, үлкен денелі кісі дейді, аяғына жығылды, бүйтіп аяққа жығылды да, қолына кішкене топырақ алды дейді, мақтап жатқан кісіге дейді, шашып жіберді дейді жаңағы. Осман шошып кетті, не істеп жатсың десе, мына сізді құртқысы келіп жатыр деп айтты дейді. Мына сізді құртқысы келіп жатыр, сол үшін қатты мақтап жатыр. Ал біреуді қатты мақтай берсең, адамда ұжіп деген пайда болады да. Ұжіп деген ауру. Адам әлсіз ғой, өз-өзіңе тамсану. Ал енді ол неге алып келеді? Ғалымдарымыз түсіндіреді да, біреуді шектен тыс мақтай беру неге алып келеді дейді. Өзіңде жоқ қасиеттерді өзіңде бар деп ойлауға алып келеді дейді. Бар деп ойлап, сонымен мақтанып жүріп, ең соңында жаңа құрдымға қарап, өзің білмейтін іске ат салысып, жаңағындай өзің көтере алмайтын шоқпарды қанжығаңа байлап, түбінде не болып қалып жатамыз, өкінішке орай. Жаңа көп мақтағанымыз тойда бірлеп ұятқа қалып қойып жатады да. Енді сынау дегенде де осы ғой, жаңағы ел басшыларына да, ел ағаларына да сын айта алатын, өзіңіз айтқандай 3-4 кемінде ақсақал болса, мына арадан қате кетіп жатыр, ел мынандай болып қалып жатыр деп айтса, енді бізде кейде үлкендеріміз, зиялыларымыз көңілімізді қалдырып, медальдарын алып алып, сыйлықтарын алып алғаннан кейін, сізден артық елдің басшысы болған емес, қазақтың тарихында деп айтып жіберіп жатқандар да жоқ емес та. Ол елді құртады. Сондықтан елді ойлаған Харун Рашидтер кезінде, басшылар кезінде. Харун Рашидтер келіп, Бахлюл Дана сияқты далада былай қарағанда жай қарапайым жұпыны киінген, сондай бар ұстаздардан барып сын еститін болғанда. Оның ештеңесі жоқ, жоғалтатын. Ол сыйлыққа қызықпайды, ол бірақ сынды айтады. Мұнарадан қате кетіп бара жатыр. Ал болмаса сарайдағылардың бәрі өзінің креслосын сен мақтай береді ғой, әлбетте. Мына жақта қоғам бұзылып кетеді. Содан бізде де, біздің қоғамда да сын айта білудің орны бар, шегі бар, мақтап айтудың да шегі бар. Яғни елдің мұңын да жеткізу, бұл да сын ғой. Кезінде Шерхан Мұртаза атамыз сияқты
қыраны араны ашылған қыран не аңды алады, не аңшының өзін алады деп айта алатындай болса, бәрі мүмкін қоғамда дұрысталар ма еді, қоғам бұзылмас еді деген сияқты. Енді бұл жерде мен просто айтқым келіп отырғаны, адамды ғалымдарымыз мына хадистерді алып келіп былай мынандай нәрсе айтады да, адамды мақтауға болмайды емес, болады дейді, бірақ қоспасыз мақта. Ұстаз, осы арада жаңа бір мысал келтіріп кетейінші. Ана темірді қызған кезінде осы жерде жаңағы қоспасыз дегенде де ортада сын айтып тұратын адамдар болу керек қой. Енді бәрі мақтай беретін болса. Қожа Насреддин деген атақты әулие бар. Қожа Насыр деп айтамыз. Аббаси халифаларының дәуірінде Аббаси халифалары өздеріне лауазымдар алады. Алла тағаланың атымен байланыстырып. Жаңағы Мұқтасим билля, Мунтазир алла деген сияқты, кәдімгі Алла тағаланың жомарты, Алла тағаланың қызметкері деген сияқты. Содан бір қаланың әкімі екен, Қожа Насырды жұма намазында көріп қалады екен. Қожа Насыр шақырып алып, әулием, осы Аббаси халифалар сөйтіп өздеріне лауазым алған, маған қандай лауазым берерсіз дегенде, ана әкімнің, әмірдің халыққа тізесі батып кеткен, халық деген қиналып қалған әкім болса керек, оған деген ешкім сын айта алмай, бәрі мақтапсыз, керімсіз, анадан әулие болып туылғансыз деп қойып жіберген. Сонда Қожа Насыр айтқан дейді, сізге әғузу билля деген лауазым жарасады. Сондай ол орны бар кезде, жайы бар кезде айтып жіберуге болады. Сондай. Пайғамбарымыз айтайын дегенім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің өмірінде, енді ол кісі жаңағындай адамды артық мақтаудан тыйған, дұрыс, бірақ өзі де адамды бір жақсылық істесе мақтауға тырысқан екен. Мысалға, жанында Абу Бәкір жүреді, әрдайым жақсы істерді жасайды. Абу Бәкір радиаллаху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні жәннаттың есіктері жайында әңгіме айтып жатады ғой. Сол кезде жәннаттың 8 есігі бар, біреуінен намаз оқитындар, біреуінен садақа беретіндер, біреуінен ораза тұтқандар, ар-райян деген сияқты. Сол кезде Абу Бәкір пайғамбарымыздың жанында тұрып сұрақ қояды ғой, шіркін, Алланың елшісі, сондай бір адам бола ма екен, жәннаттың 8 қақпасы да ол үшін ашылып тұратын деген кезде. Абу Бәкір түріне қарап отырып, мысалға, Абу Бәкір, мен сол 8 қақпаның барлығы ашылатын адам сенсің, сен болады деп үміттенемін деп ойлап, мысалы, жақсы сөз айтып жіберді, мақтап жіберді дейді. Бұны ғалымдарымыз осы жерде қолданады. Мысалы, Омар радиаллаху анху мынандай сөз айтып жібереді. Омар, бұл Бұхарида келеді. О, білесің бе дейді, Омарға қарап айтып отырды, білесің бе дейді, Омар жүретін көшемен шайтан жүрмейді деп айтады дейді. Қара, Омар анау мақтап жіберіп жатыр ғой, сен жүретін көшеңмен шайтан жүрмейді, сенен шайтан қашады деп. Сол кезде ғалымдарымыз айтады, бұл жерде де шайтан одан қорықпайды дейді, Омардан қорықпайды. Неге онда оның көшесімен жүрмейді десе, өйткені шайтан біледі дейді, Омарды келіп қанша рет азғырсаң да бесполезно бұған. Өтпейді біздің приемдар. Бұлай мен алайын десең де, бұлай алайын десең де, арттан келейін десең де, алдынан келейін десең де, ешқандай прием өтпейді. Сол үшін мынаның жүрген көшесімен жүрмей-ақ қояйықшы деген сияқты әңгіме. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларын түрлеріне де мақтап, мен сахабалардың арасында Құранды Убай ибн Каабтан үйрендір, Абдулла ибн Масғудтан үйрендір, үмметімде халал мен харамды білетін Муаз ибн Жабал жақсы біледі деп, өзінің сахабаларын жейтіп, орынды, олардың бүйтіп, қай жерде олар мықты болып тұрды, сол жерін мақтап, жігерлендіріп, сөйтіп қойып отырған деген сөз ғой. Бірақ кейбіреулер не деген, маған өсиет айтшы деген кезде, ойбай, сен красавчиксің, істемей-ақ қой деген жоқ. Сен ашуланушы болма. Біреуге маған өсиет айтшы, сен намазыңды өзі уақытында оқы деп жаңағындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай. Просто айтайын дегенім, әр нәрсе өзінің орнымен болса, әлбетте ең қиын осы ғой негізі. Енді қазақ бір ауыз сөзден айтады ғой, жақсының жақсылығын айт, нұр отағысын. Сол кезде. Осы ғой біздің негізі. Кейбір кезде сезімге беріліп кетеміз де қатты шулатып жібереміз. Жаңа өзіңіз айтқандай, осы жерге көлікпен келетқанда айттыңыз ғой, адасушы топтар исламдағы көбісі неден пайда болады? Сезімге беріліп кеткеннен болады. Ал мұсылман адамда сезім деген болады, бірақ ақылға бағындырса, бірақ дәлелге келген кезде, көп жаңағындай серьезный нәрселерге келген кезде, көп жағдайда ақылға салып, объективті көзқараспен қарай білу керек негізінде. Сол нәрсе бізге жетіспейді. Енді өкінішке орай Алла тағала баршаларымызды сын қабылдай алатын, дұрыс сын айта білетін,
момын мұсылмандардың қатарынан етсін. Сынды дұрыстай алатын. Сынды дұрыстай алатын, дұрыс айтасыз. Өйткені уақыт өте келе қазір негізі бар ғой, шыны керек баяғыда біреудің қателігімен, мен өз басым айтайыншы, біреудің қателігімен қатты бір шұғылданып, оған қателесіп кетті, мынау бүйтіп қалып, қателігін іздеп жүрмей мәз болып жаңағындай ихтилафтарға кіріп, қазір уақыт өте берген сайын шыны керек өзіңді жөндегің келеді екен, жүрегің тазартқың келеді екен. Ертең Құдайға ұсынып беретін осы жүрегім ғой. Құдайым міне менің жүрегім деп тұрып алып көрсетеміз ғой ертең. Ертең білесіз ба, мынандай нелер бар да, хадистер бар да. Мысалға бар ғой, пайғамбардың ораза шапағатшы болады, Құран шапағатшы болады деген. Осыған байланысты негізі Ибн Раджаб аль-Хамбали деген кісі айтады, негізі амалдар дейді, ертең қияметте бір кейіпке енеді дейді. Біз білмейміз дейді, бірақ бір кейіпке енеді дейді. Сол бір кейіпке енген кезде пайғамбарымыз мынандай сөз бар ғой, әл-Құрану худжатун лак ау алейк дейді. Құран ол саған, сенің пайдаңа шешілетін құжат, не нәрсе саған қарсы болатын құжат деп айтады. Сол кезде жаңағы тағы бір хадистер бар. Бахара бірінші кетіп баратады дейді, Али Имран артынан кетіп баратады дейді. Жаңа Али Имран мүлк сүресі айтады дейді, жаңағы Құдайымнан қабір азабынан сақтамасаң мені Құраннан алып таста деген сияқты ше. Сондай бұл айтады да, Ибн Раджаб бұл бір кейіпте келеді дейді. Сол кезде жаңағы сол кейіптерім, сол амалдарым жақсы бір кейіпте келсе ғой, өзіммен дос болып, өзіммен құшақтасып, жаңа оразаң мен Құраның жаңағы қазір қорықпа сені алып шығамыз деп сен қазір ақтап аламыз, сен қазір алып шығамыз деп. Мен мысалы шыны керек сондай нәрселерге қазір сондай бір кезеңде жүрмін ба, бір ерте қартайып жанды тәрбиелеу сол руханиятты тәрбиелеу қалады. Бірақ қарасаң жаның сол кір болып қалады екен. Бірақ қазір қоғам болып осы руханияттың аштығын сезініп жатыр. Мынау қанша деген фих, шариғат деген бұл көзге көрініп тұрған ғалым. Қалай бар, солай бар. Сосын иман да солай да. Алла тағала сенесің, аятпен түскен. Енді амал қылу, ішкі руханиятты тәрбиелеу, бұл екеуін көркем дейді. Сосын барып сен әдепке, жан дүниеңе, жан дүние аштығына жол бересің де, соған бет бұрасың. Біздің қоғамда, біздің аудиторияны, намазхан аудиторияны қалай өсіріп жіберіп жатыр қазір біз. Сен қалай да бай бол, кәсіптің де адал болады деп, бір жағынан материалдық нәрселерді насихаттап жатырмыз да бауырлардың арасында. Бірақ ол кәсіпте, жұмыста, мына өмірде барлығы оң болып кете бермейді ғой. Сондықтан әртүрлі нәрселерді жеткеннен тіпті бай болғанның өзінде де адамның бір жағында руханияты шаршайды. Руханияты шаршағасын әрбір нәрседен руханият іздейді. Сөйтеді де бізде қайдағы жоқ психологтарға алданып қалып жатқан жастарымыз да бар. Бізде барымыз арасында кіріп кетіп жатқандар бар. Сондықтан сіздің айтып отқаныңыздай бір жағынан руханиятты тәрбиелеудің, жан дүниені тәрбиелеудің де жолын қарастыру керек. Осы кезде бірден айтып жіберейінші, бір жақсы бір нәрсеге не ашып жібердіңіз жолда. Осы қоғамдағы жаңағы бай адамдардың рөлдері. Қоғамдағы бай адамдардың рөлдері қандай болу керек? Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой. Кәсіп дегенде. Кәсіпкер жігіт болсын, бизнесмен жігіт болсын, әйтеуір бай зекет бере алатын жағдай бар адамдар деп айтайықшы. Енді қарап отырсам, шынымен де бір уақыт болды сондай. Менде өзімде сондай уақыт болды. Мен өзім мысалға Жезқазғанда имам болып жүрмін ғой. Мысалы, сол жерде біздің Жезқазған жігіттерін көтерейік деп, шыны керек біз сенбі күні уағыз қылатынбыз. Сенбі күні шай ішеміз, уағыз қыламыз. Сол кезде уағыз мен үшін екіге бөлінетін. Бір уағыз міндетті түрде жаңағы ескерту болады, жаңағындай күнәға бармайық деген. Өйткені мына бір қазіргі бұзылып жатқан қоғамда күнәдан сақтандыру ол біздің міндетіміз да. Екіншісі, бірақ мотивация. Жаңа күнә деп бүйтіп оқшауланып қалмай, адам жұмыс істеу керек. Бәрі мұсылман, сол мотивация беретін. Аллаға шүкір, сол мотивацияның арқасында біраз жігіттер жаңадан кәсіп ашып, бизнесмен ашып, былайша айтқан кезде білекті өз қолына алып, біраз не істеп жатқан жайлары бар. Дұрыс қой. Ол мықты, ол жақсы, бірақ бай болу керек деп айтамыз. Анау сахаба бай болған, Абу Бәкір бай болған, Осман бай болған, жаңағы оның ішінде Абдурахман ибн Ауф бай болған, аналар бай болған деп сөйтіп біз айтамыз. Мұсылман бай болу керек деп айтамыз. Бірақ қарап отырсақ, олар қандай бай болған деймін да? Олар руханиятқа бай болған ғой. Руханиятқа бай. Қорқатын. Мен ойлаймын да, анау Осман радиаллаху анху, енді олар миллионер емес, олар миллиардер болған адамдар. Бірақ пайғамбарымыз
мына адамнан періштелер ұялады, өзі де сондай ұялшақ, періштелер де мына адамнан ұялады деген кезде мен ойлаймын да, ол қандай миллиардер скромный. Жа қарапайым сондай скромный ұялшақ не миллиардер ол деймін да. Ол ондай миллиардерлар жоқ шығар бізде. Чөт сәл бүйтіп қаламыз ғой жаңағы. Ол енді масқара ғой. Ол кісілердің жомарттылықтары, білесіз бе, Мединаға келеді ғой, саудамен келген кезде Мединаның бір топ бизнесмендері жиналып алып жаңағыны айтады ғой, мына қазір келіп бүкіл товарларын өзі өткізеді, ал жұрттарға арзан бағамен береді. Сол кезде біздің товарларымыз өтпей қалуы мүмкін, барып өзіміздің сөздерімізді айтайық дейді ғой. Сол кезде барып айтады дейді, жаңағындай, біз сіздің жаңағы неңіздің 1/10 қажеттіліктеріңізді өтеп берейік, сіздің товарыңыздың 1/10, сосын сіз жергілікті бағамен сатсаңыз деген. Осы мұның болмайды, осындай 1/2 болмайды дейді, 1/3 көтереді, 1/4, 1/5 көтермейді. Анау осымен келіспейді да, сосын айтады, жігіттер дейді, сендер менің қалауымды орындай алмайсыңдар дейді да. 1-ге 10 дейді, 1-ге 10, 10-ға 10 дейді да, былайша айтқан кезде. Мен анау алады да көп нәрселерін көп жағдайда тегін таратып жібереді екен, өте арзанға беріп жібереді екен. Өйткені мен айтқысы келгені Алламен менде. Дүниеммен Мен байланып бір берем, Құдай маған 10 есе көбейтіп береді. Сен маған мынау беріп жатқан нәрселерді олай көбейтіп бере алмайсыңдар деген сияқты бір сөздері масқара ғой енді. Кейбір кезде мынау жаңа естиміз ғой, мен Абу Бакыр қалай беріп жіберді бүкіл байлығын деген сияқты. Негізі қазірде бар ондай кісілер. Бар, шүкір, жоқ демеймін. Мен ондай кісілерді білем, Аллаға шүкір. Енді просто айтайын дегенім мынандай ғой, бай адамдардың рөлдері, қоғамдағы рөлі қандай болу керек, айтыңызшы. Енді бай дегенде қазақта мынандай сөздерді, жемесең де май жақсы, бермесе де бай жақсы дейді. Бай, қазақтың сөздерінің бәрі осындай бір өткір ғой. Енді бұл қандай байлар, бірақ бермесе де бай жақсы болып отыратын. Жалпы кез келген қоғамды екі топ ұстайды. Ислам ғалымдары да бұған келіседі. Ибн Халдун әсіресе бағанадан бері айтады. Өйткені Ибн Халдун көп айтам, бұл кісі тарихта, саясаттануда, әлеуметтануда бұл кісінің алдына жететін әлемде ешкім дүниеге келген жоқ. Қалғандар Монтескиелер, қалғандарының барлығы бұл Ибн Халдуннан көшірді де. Бұның барлығы Макиавеллилер, басқалар. Сонда Ибн Халдун екі осы топты айтады, байларды және ғалымдар, білімді адамдар. Елдің негізгі қоғамының күші. Білімділер және дәулеттілер. Енді біздің елімізде де дәл қазіргі уақытта дәл солай. Кез келген елді солар ұстайды. Яғни элита дейді ғой. Содан ұлттық буржуазия деген термин қалыптасады әлемдік саясатта. Яғни сол ұлтын жетектейтіндер байлар және білімділер. Бірақ ол байлар қандай байлар болу керек? Болмысынан, табиғатында осы жомарттығы бар ма, өзінің еңбегімен тапты ма, оның бәрі қаралады. Болмаса қарақшы болып, жаңағы мемлекеттік қызметкер болып отыр, жол салып, оның 1 сантиметрін жеп қалып байыған байлар ма? Қолдан жасалған? Әлде шынымен еңбектен жасалған байлар ма? Еңбектенген, көрген, соны және сарп еткен. Болмаса бізде жаңағы қолдан жасалып, қолдан орта жолдан бай болып, оның деген бір бөлігін мешіт салып берсе, мен күнәм кешіріліп кетеді деп жүргендер де жоқ емес қой, арамызда бар да. Енді сонда қандай байлар мен қандай білімділер елді ұстайды? Ғалымдар бұны айтады. Жомарт байлар және тақуа ғалымдар. Сонда мына қараңыз, біз ел құрай бастадық қой, Қазақстан. Алаш орда болдық, 1917 жылы Алаш үкіметі құрылды. Құрылған кезде бұның барлығын кімдер құрды? Білімділер құрды. Ал ол білімділерді кім оқытты? Байлар. Байлар оқытты. Мұса Башқұр Жүсіптің өзі. Қазақтың байларының болыстарының деңгейі қандай? Кеңес үкіметі келген кезде бізге осы екі топты қарсы қойды, екі топқа қарсы қойды халықты. Постмодернистік замандағы шығармалардың бәрін қарасаң, байлар мен молдалар оңбаған, байлар мен молдалар оңбаған. Неге? Халықты элитасынан ажыратудың жолын жүргізді да олар. Сонда байларды да өлтірді, молдаларды да өлтірді, тірі қалғандарын барлығын келемеш қалды, малдарын тартып алды дегендей. Аналардың кітаптарын тартып алды, ғалымдардың. Сонда бізді өзіміздің жетекшілерімізден ажыратып алды. Сонда бізді оқытқан, тоқытқан, бізді жаңағы студенттерді, білімді азаматтар жетілдірген кімдер?
олар байларды. Мысалы Машқұр Жүсіп бәріміз білеміз. Арқаға бергісі бүтін қазаққа танымал ғалым, Мұхара медресесін тамамдаған. Ол қалай ғалым болды? Өзі айтады ғой, мен қалай мәшһүр болдым деген кітабында. Мен 5 жасымда әкеме атам молдаға әкеліп тастады, еті сенікі, сүйегі менікі деп. Содан сонда оқыдым. Бастауыш сынып бітіргенде, иптидаияны тамамдағанда, Мұстафа Шорманұлы Баян ауылдың байы болысы басқарып отқан медресеге келіп өзі сынағымызға қатысты дейді. Міне, қазақтың дәулеттілерінің деңгейі қандай да, медресеге келіп өз сынақ алып отыр. Содан маған қаратты, риза болып, мен мына баланың шығындарын мен өзім шығарамын. Бұл бала Бұхараға оқысын, Түркістанның медреселеріне оқысын деп жіберді. Содан мен осы кісінің қолдауымен оқыдым дейді. Міне біздің дәулеттілеріміздің ісі. Ыбырай Алтынсаринді бәріміз білеміз, ақын дейміз, жазушы дейміз, драматург дейміз, драматург емес, енді ағартушы дейміз. Сөйтеміз де, оның бірақ ол кісінің қандай істер істегенін айтпаймыз да. Ол кісі мектеп ашқан кезде оның барлығын қай ақшасын ашты? Әлбетте ауылдан да ақша жинады, бірақ оны ұстап тұру үшін де өзінің де мал мүлкі болу керек қой. Ол өзінің де мал мүлкін сарп етті мектептерге. Және мына Троицк деген қала бар, солтүстікте қалып қойды, Ресейге өтіп кетті. Жартысы башқұрттардың, жартысы қазақтар тұратын қала екен. Сол қалада Расулия деген ғалияның дәрежесінде медресе болған. Сол медресенің бір жатақханасын өзі салып берген Ыбырай Алтынсарин өзінің ақшасына. Мен оны Уфада магистратура оқып жүргенде көрдім. Деректі кездестіріп қалдым. Сосын деген осы медресеге түскен қазақ балаларының стипендиясын өзім берем деген. Ыбырай Алтынсарин Балғожа бидің баласы ғой ол. Атасы би болған, болыс болған байлардың ұрпағы да. Міне қазақтың байлары қандай қызмет атқарған. Жәңгір ханның заманында Жайық пен Еділдің ортасында қаншалаған медреселер мен мектептер ашылған, қаншалаған қазақтың балаларын өзі оқытқан, содан бақтыгерейлер шыққан. Міне содан олар келіп елдің жалауын көтерді ғой, артынша келіп. Шаймерден Қосшығұлұлы сияқты байларымыз Науан Хазірет жер аударылып кеткен кезде оның барлық мал мүлкін сарп етіп, Науан Хазіретті босатып алып, сондай нәрселер жасаған. Сонда мен ойлаймын, мына елді ұлттық буржуазия деген міне осылар. Ұлттың жағдайын ойлап жүреді, және өзінің мал мүлкін ұлтқа бағыштап отырады, үмбетке бағыштап отырады. Мына арада ұлт деп бөліп отқанда кейбір бауырларымыз түсініп қалмасын, біз ұлтшыл екен деп. Біз қазақ ұлты мұсылман үмбетінің бір бөлігіміз. Біздің ұлтымыз рулардан құралады, руларға бөлінбейді. Рулар ұлтты құрайтын сияқты ұлттар үмбетті құрайды. Біз ұлтты ойлап жатыр деген сөз үмбетті ойлап жатыр деген сөз. Біз бірден барып үмбетті ойлап кете алмаймыз. Біз өзіміздің ұлтымызды аяққа тұрғызғанда барып үмбетке қосыламыз. Яғни соған үмбетке үлесіміз болды. Сонда біз ұлт деп айтып жатсақ, біздің үмбеттің бір бөлігін айтып жатырмыз деп есептей беріңіздер. Сонда қазіргі біздің дәулеттілерімізде ескі қазақтың дәулеттілері сияқты, кезіндегі сахабалардың дәулеттілері сияқты түсінуі керек. Жаңа Әбу Бәкір бүтін мал мүлкін сарп еткені сияқты, Алла тағалаға тек махаббат қалдырдым үйімде деп. Я болмаса Хазірет Омар сияқты бүтін дүниясының жартысын әкеліп тұрып, осы үмбет үшін сарп қылдым десе, бізде де. Яғни біздегі дәулеттілердің дүние танымы тапқан мал мүлкінің бір берекесін Алладан сұрап осылай сарп ету да. Ол сарп ету дегенде міндетті түрде мешіт салсын, балаларын барлығын діндар қылып оқытсын деген емес. Қаншалаған студенттерімді көремін да, мен мысалы университетте қызмет атқарамын. Таңертең сабақ оқыса, түс қайта барып, дүкендерде дүкенші болып тұрады. Ал оның оқитын уақыты, кітапханада отыратын уақыты потенциалды алады. Оған стипендиялар берілсе, энергиясын пайдаға жұмсайтын уақыты. Соған стипендиялар берсек деген сияқты. Шын мәнісінде ең алғашқы стипендияны имам Абу Ханифа ғой қалыптастырған. Өйткені шәкірті Абу Юсуф сабаққа келмей қалған. Бір күн жоқ, 2 күн жоқ, 3 күн жоқ. Ақырында ұстазы деген іздейді ғой. Іздесе деген ол базарда сия әртүрлі заттар сатады екен да. Содан айтады, сен қайдасың, мен сені күттім ғой дегенде, менің анам ауру, үйде асырайтын едім, рызық табу керек дегенде, Абу Ханифа ойланып, Абу Юсуф қосы, мен саған айлық шығыныңды беріп отырам, сен сабағыңды оқы дейді. Содан бізде жақсы оқитын талантты балаларға ақы берудің
жолын қалыптастырып кетеді. Енді бұл 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қандай, бізде бай қандай болу керек дегеннен шығады ғой. Шүкір, бізде мешіт салып жатқан, медресе салып жатқан, жол салып жатқан, мектепте салып жатқан дәулеттілеріміз қазақтың арасында жоқ емес. Бірақ жоқ емес болғанның өзінде олар кейде мынау менің мешітім деп айтып қалмаса екен да. Мынау менің медресем, мынау менің молдам, міндетсіз. Иә, мен оқытқан деп. Онда сен оны жойып аласың да. Сонда бұл жомарттық, мына елді ойлайтын бай болу біздің қанымызда жоқ емес, бұл бар нәрсе. Мына Жүсіп баласұғын қарахандар ғой, біздің қазақ даласында ең алғаш ислам қабылдаған патшалар, қарахан әулетінің хандары. Жүсіп баласұғынға болсын, Ахмет Үйгенекиге болсын, кітап жазып алып келсе, бір түйеге дейді, кейде бір пілге артып алтындар, күмістер берген дейді ғой. Жаңағын өтеуі деп та. Құдай. Иә, сондай бізде, және байыл дегенде мына нәрсені де естен шығармау керек та. Бұл біз кейде айтып жатқанда тек қана ер адамдарға тиесілі сияқты айтамыз да. Біз білеміз, біздің дінімізде әйел адам экономикалық тәуелсіз екенін. Иә. Әйел адамдар да садақа бере алады, зекет бере алады, өзі құрбан шала алады, өзінің мал мүлкіне ие бола алады. Мына Осман империясы заманында Осман сұлтандығы уақыфтар мәдениетінің, қайырымдылық мәдениетінің ең шыңына жеткен ғой. Барып қарасаңыз, Сафия сұлтан атындағы мешіт медресе дейді. Хюррем сұлтан атындағы мешіт медресе дейді. Онда біз енді тарихымызды жоғалтып алған халықпыз, барлығын оның қырып тастады біздің кезінде. Бірақ қазақтың ханымдары да осындай жомарт болған. Бұхараға бара қалсаңыз, Бұхарада Шимали медресе деген медресе бар. Сол медресені Тәуекел ханның қызы Мехриван ханым салдырған екен. Жанында моншасы болған, наубайханасы болған. Ол медреседегі қызметкерлердің барлығына ақшасын ханым өзі беріп тұрған деген. Алтын Орданың ханы Тоқтамыстың қызы Жанеке Сұлтан-бегім қажылық жасаған. Ол кісінің қажылығын, ханымның қажылығын әлбетте балаларымен жасаған, махрамдарымен. Имам Ибн Хажар жазады, ол кісінің қажылығын. Сонда Дешті Қыпшақтың ханының қызы келіп, қажылықтан Шамнан жасап бара жатқан Шамнан өтіп кетті. Шамға тоқтаған кезде осында кедей кепшікке садақа таратты деген. Енді бізде қоғам болып, бақытты болып өмір сүрген мұсылмандардың жалпы қоғам болып, қой үстінде бос торғай жұмыртқалаған заман Хазіреті Омар ибн Абдул-Азиздің заманы. Бұл кезде зекет алатын адам қалмай қалған ғой біздің үмбетте. Яғни зекеттің алушылардың категориясына кіретін адам қалмай қалған. Бәрі дәулетті. Дәулетті дегенде шылқып атқан дәулетті ме? Тең, барлығы жақсы өмір сүретін. Ал бұндай қоғам қазір арман ғой бәріне. Әлбетте. Сондықтан байларымыз қоғамды ұстау үшін, білімділеріміз қоғамды ұстау үшін екеуі де тақуадар, екеуі де қорқатын, ұлтты ойлайтын, үмбетті ойлайтын азаматтардан болуы керек. Дұрыс айтасыз, машалла, өте күшті тың ақпараттар айтылды. Негізі өте тамаша ақпарат айтылды. Енді осы орайда бір ұстазымыздың айтатыны бар еді. Кім артық дейді жаңағы, шәһид па, жаңағы Құдайдың жолында күресіп қайтыс болған адам ба, әйтпесе жаңағы ғалым ба дейді. Сол кезде біреу айтқан екен, жаңағы ғалым ғой деп. Неге десе, өйткені ғалым оларды Құдайдың жолына қызықтырып шақырмаса, Алланың Құран аяттарын оқып, пайғамбардың хадисін оқып, ол дәреженің Алланың алдында үлкен дәрежесі бар екенін айтып жеткізбесе, олар қайдан шықсын Құдайдың жолында дейді. Сол кезде біреу айтады, дұрыс қой дейді. Ал енді жаңағы ғалым болу үшін бір жомарт мәрт, өзінің малын сарп етпесе, өзінің бір-екі қойын сатып, бір-екі жылқы малын сатып, сарп етіп ананы оқытпаса, ол қайдан ғалым болады деген сияқты. Бәрібір жомарттар, Құдай қаласа осы ғалымдардың үлесіне кіріп кетуі осылай да болады деген жақсы ғалымдарымыздың тарапынан сөз бар. Ол да тамаша. Енді осы жерде орайда айтқым келеді, енді өз басымды да айтып келеді. Нұрсұлтан ұстаз бар айтып атқан, кез келген шетелде оқып келген азаматты оқытуда негізі біздің жомарт бай ағаларымыздың үлесі бар негізінде. Ондай біз енді бұл сөзімізбен
елімізде ондай азаматтар жоқ демейміз. Бар ғой, Аллаға шүкір. Сол кісілерден Алла разы болсын, Алла кәсіптеріне берекет берсін деп айтамыз, дүниелеріне берекет берсін деп айтамыз. Себебі ондай кісілер бар. Біз өзімде кездестіргем, өзімде көргем, өзімде оқыған кезде бірнеше кісілер жаңағыдай көмектесіп, және әйтеуір үйіміздің ақшасын төлеуге жәрдемдескендер бар. Олар болмай қалса біз оқыр ма едік, оқымар ма едік, Алла біледі оны да, мысалға да. Осылай оқып келіп жатқан кісілер қаншама. Одан бөлек осыларды оқытайыншы деп тағы да қарапайым кісілерде мен білем, шетелде оқып жатқан бір бауырымыз бар, енді жақсы оқып жатыр. Сол жағын бір ағамыз елге ғалым болып оралсын деп, бір таксист ағамыз бар екен. Күнде тапқан жаңағы ай сайын табатыны бар екен. Ана кісіге жаңағы 200 ба бір ақша жіберіп, ана сол айлығынан алып, ананы ай сайын жаңағы қазасыз жібереді екен да. Сондай да қарапайым халықтың ойлайтын ерлер бар. Енді мен осы орайда жаңағы ондай мысал көп қой, Құдайға шүкір. Просто мен айтайын дегенім, бұл жерде әлбетте ол адам қалай ғалым болады? Ол оқып жүріп, басқасын жұмыс істеп, ана жерде сіз айтқандай кітап ақтаратын уақытта, кітапханаға баратын уақытта басқа жұмыстармен айналысса, ол ғалым болмайды. Ол керісінше сол жұмысын жасап кетіп, көп жігіттер бар, сол шетелге барып оқимын деп бизнесмен болып кеткен. Түркияға барып, товар жіберіп, өйткені ол тұрмыстық қажеттілік қысып жатыр оны. Ал енді жаңағы Құдай қаласа жомарт жандарымыз, бай ағаларымыз оларға қолдау көрсетсе болды ғой. Ол кісілер өздері де Құдай қаласа бір жаңағы кісілердің білімінен үлес алып отыр, Құдай ақыретте бір азығын алып отыр деп, және де елге ғалымдардың келуіне үлес қосылған деп есептеледі. Просто кейбір кезде мынандай да бір ой келеді. Біз бұл жерде андай білімнің да қаншалықты маңызды екенін сол кісілерге түсіндіру керек. Біз өйткені мен әрдайым айтамын, білімнің қадірін кім ғана біледі? Білімді адам ғана біледі. Сол үшін бір күні бір кісі айтқан екен, жаңа ғалым абзал ма, бай абзал ма деп. Сол кезде айтқан екен, ғалым абзал деп. Сол кезде бүйтіп сұрақ қойып жатқан адам бүйтеген ғой, ондайша неге ғалымдар байларға бара береді, байлар неге ғалымдарға бармайды деп. Сол кезде ана кісі жауап берген екен де, өйткені ғалымдар ақшаның қадірін біледі, ал байлар білімнің қадірін білмейді деп. Сөйтіп жауап берген ғой. Соған қарағанда шетелде оқыдық. Жаңа мысалдардың бірі ғой. Енді мен шетелге оқығанда мен параллель жұмыс жасап жүрдім. Ол кезде онлайн жұмыс жасаудың реті келіп қалды. Әйтеуір Құдайға шүкір, сол кездегі жұмыс басшылары дін саласында болғасын бізге докторлар керек деп, немізді қимай, жалақымызды қимай әйтеуір оқытты. Бірақ сонда да шетелдің аты шетел ғой. Бірде жетеді, бірде жетпейді. Сонда осыны пайдаланып айтқым келеді. Олжас ұстаз болды сол кезде. Алла рахмет етсін. Шетелде оқып жүрген. Сонда Кореяда жұмыс жасап жүрген бір бауырымыз бартын. Осы Инстаграмнан тауып алған мені, Олжас ұстазды. Өзі шығып алып, мен осы Кореяда жұмыс жасаймын. Сіздерге айына 10 000 теңге аударып отырайыншы деген. Бір бауырымыз шыққанда, сол Олжас ұстазға маған да 10 000-нан. Бірақ сол қаншалаған адам сол кезде мүмкін берген шығар. Біреу 100 000 аударып жүрген шығар, біреу 50 000 аударып жүрген шығар. Жоқ емес қой, қазақтың жігіттерінің арасында, қыздарының арасында да, әпкелеріміз, ағаларымыздың арасында. Бірақ сол 10 000 менің әрдайым есімде де. Сол бауырымыз қазір Таразда, өзінің парақшасы бар. Тыңдап отырса, Алла разы болсын, берекет берсін деп айтқым келеді. Ол мына студент кезде білім алып жүрген кезде өзі білім аштыққа жасырылған ғой. Сондықтан оның жаңағы байлар білмейді білімнің қадірін, кедей бірақ білім дүниенің қадірін біледі дейді ғой. Яғни ғалым дүниенің қадірін біледі дегеніңіздің сөзі осы арада туындайды да. Ыстық та сол кезде көмектескен адамдар, енді Алла разы болсын сол кісілерге. Өте қатты ризамын. Енді жалпы қорыта келе дұрыс айтасыз, енді осылай бір-бірлерімізбен тепе-теңдік сақтап, жаңағындай көмектесе, тек қана діни білімге біз айтып тұрған жоқпыз бұл жерде. Әлбетте кез келген осы қазақ қоғамына пайда тигізетін нәрсе. Біз кейбір кезде ренжіп жатамыз. Неге елге келген жоқ? Елге келіп қызмет жасаса болады ғой, Қазақстанды дамытса болады ғой деп. Бірақ бұл жерде екінші нәрсе бар да, жаңағы ерім дейтін ел болмаса. Елім дейтін ер қайдан шықсын? Сен оны келгеп ар жақтан оқып, аштықтың барлығынан өтіп, ыстығына да суығына да шыдап, быт-шыт болып оқып, көзім айын тамызып, көзі минус болып, көзіне очки бейіп келіп ғалым болған кезде, ой ғалым келді деп қолпаштап күтіп аламыз да. Ал енді осы уақытқа дейін қайда болдың?
осы уақытқа дейін оған жаңағындай орамалын, тіс жуатын бастысын, сондайларын әпермедің ба? Қажеттіліктерін өтемедің ба? Егер де соған осы уақытқа дейін қарап беретін болсаң, жаңағы жеген ауыз ұялады дейді ғой бізде қазақта. Жеген ауыз ұялады, кімнің нанын жесең соның әнін айтасың дейді. Кішкене болсын ұялып тұрасың ғой, қой, мына кісілер маған көмектескен, жәрдемдескен деп. Жаңағы ол кісілер өздері айтпаса да, өзің ұялып тұрасың ғой іштен. Өзімнің елімнің азаматтары ерім деп тұрған кезде, қой, мен де бір үлесімді қосайын, мен де бір екі септігімді тигізіп алған білімімнің зекетін таратайын деген сияқты адамдар пайда болады ғой. Осы нәрседе ғой негізі айтады ғой, взаимопомощь дейді ғой, жаңағы бір-бірлеріне түсінетіндей екі жақтан да осындай нәрсе болса, мен ойлаймын, сол кезде тепе-теңдік келеді деп. Өкінішке орай сол нәрсе табылмай қалып жатады кейбір кезде. Ол кісілерді сол кезде түсініп қаласың да. Мен айтайын дегенім, өзіміздің адамдарды, өзіміздің мамандарды біз не істеу керекпіз, негізі қадірлеу керекпіз. Өте қадірлеу керекпіз деп ойлаймын. Енді Алла разы болсын, бұл тақырыптен жаңа біраз жақсы тың ақпараттармен бөлістік деп ойлаймын. Енді мынау соңғы бір тоқталатын мәселеміз болсын. Мен енді бұл жерде енді өзіңіз тағы да сөйлеп жүрсеңіз, көп нәрсе естіп жатамыз да. Енді біз қазір сондай бір уақытта өмір сүріп жатырмыз. Ислам, осы қазақ ислам дінін ұстанған ба, қазақ ислам дінін, енді бұл негізі былай айту, қазақтар ислам дінін ұстанбаған, қазақта ислам діні болмаған деп айту, негізі жарық күні күн жоқ деп айтқанмен бірдей сияқты. Жарық күні күн жоқ деп айтқанмен бірдей сияқты. Өйткені біз енді қаншама уақыттан, жылдан бері қандай да бір әдебиет оқысақ та, қандай бір тарих оқысақ та, міндетті түрде дін, мұсылман, кәлима, Құдай, Алла, ислам, ораза, намаз деген түсініктер қатар жүреді ғой, қатар жазылып тұрады ғой. Енді бұлай ғой ұстаз, бұл енді жолдан тайдыру, жаңа өзіңіз айтқандай, адасып кету деген түк емес қой. Сезімге берілсе, жүйеден шығып кетсе, адам бұзылады ғой. Сонда жаңағы ондай қазақтардың тобы қалыптасты, қазақ мұсылман болмаған, басқа болғанбыз, анау болғанбыз, мынау болғанбыз деп. Бұл сөздің барлығы енді 10-шы ғасырда негізі нүктесі қойылған. 10-шы ғасырда 960 жылы Қарахан мемлекетінің ханы Муса ибн Абдул Карим, Сатық Боғра ханның баласы, осы Алматының маңында, Алматы Жетісу ол кезде Қарахан мемлекетінің ірі орталығы. Қараханның ханы кәдімгідей жариялады: бүгіннен бастап біз ислам салтанатын орнататын мемлекет боламыз, дәстүріміз, мәдениетіміз бәрі исламға негізделеді деп. Сол уақыттан бастап біздің қазақтың даласы тарихи тұрғыда, яғни тарихи аспектілерге негіздесек, ислам салтанаты, мұсылман өркениеті орнаған халық болып кетеміз біз. Мұсылман өркениеті орнаған ел боламыз. Мен айтам, әрдайым қазақтың даласында исламның 3 кезеңі бар. Бірінші кезең осы 8-інші ғасырда келіп бастады, 10-шы ғасырда қалыптасты. 13-ші ғасырда Шыңғыс хан шапқыншылығыменен бір дағдарысқа ұшырады. Яғни дағдарысқа ұшырадыдан күйреп кетті деген сөз емес, тұралап қалды. Соғыс бәрібір тұралайды ғой, ол қандай соғыс болмасын. Екінші Алтын Орданың дәуірінде Алтын Орда держава болды, империя болды. Алтын Орданың хандарының барлығы ислам дінін қабылдады. Берке ханнан бастап Өзбек хан қуаттады. Олардың бәрі Константинопольге біз жаулаймыз деп, Стамбулды Мехмет Фатихтан бұрын біздің хандарымыздың жорық жасаған біреу білсе, біреу білмейді. Содан біз Алтын Орданың дәуірін түгелдей, империясының дәуірін қазақ даласында исламның 2-ші кезеңі деп айтамыз. Сосын 3-ші кезеңі бар. Бұл Алтын Орда тарап ыдырап кеткен кезде біз этногенезіміз қалыптасып қазақ хандығы болып қалған кез. Бұл 15 пен 18 ғасырдың аяғы. Өзіміздің хандарымыздың қасында молдалары болды, ишандары болды дегендей да. Кейін Абай айтқан бір діни термин бар. Абай өзінің заманында, Кенесары хан өлгеннен кейін Абайдың айтатын бір термині бар. Оны айтқым келіп отырған жоқ, өйткені жамағат түсінбей қалуы мүмкін. Бірақ қазақшаға келгенде тұрақсыздық заманы деп аударуымызға болады. Өйткені өзіміздің мемлекетіміз жоқ, ханымыз жоқ, пәтуа үкім беріп отыратын. Діни үкімнің бәрі бізге қайдан келеді? Орынбордан келеді. Орынбордың ар жағында Ресей патшалығы отыр. Яғни өзіміздің үкіміміз жоқ.
өзіміздің пәтуамыз жоқ заман. Бұл қашанға дейін жалғасты? 1847-ден 1991-ге дейін жалғасты. Содан бұл осы мемлекет жоқ заманда түгелдей біз қазақ даласында исламның 4-ші кезеңі дейміз. Бұл кезде де ғалымдар болмады емес, болды. Шәкәрім қажы, Науан Хазірет, Мәшһүр Жүсіп, яғни тірілтеміз деген. Және 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің мүфтиятымыз болып, бөлініп, мешіттеріміз ашылып, азандарымыз айтылған уақыт. Бұл исламның қазақ даласында 5-ші кезеңі қазір өмір сүріп жатқан. Енді мұсылман болмадық деген 10-шы ғасырдан бастап ақындарды, жазушыларды айтпай, ғалымдарымызды айтпай, билеушілеріміздің атын санап шығайықшы. Сатық Бұғра Абдул Карим хан, Муса ибн Абдул Карим хан, Хасан бин Арслан хан, Хасан Арслан хан кете береді сөйтіп. Хорезм шахтың хандары да солай, шахтары да. Кейін Алтын Орданың дәуірі келеді, Өзбек Мұхаммед хан. Алтын Ордада әртүрлі оқиғалар болды. Бірақ Өзбек хан барлығын тоқтатты. Тоқтамыс Мұхаммед хан деген сияқты. Тоқтамыс хан. Кейін келемізде қазақ хандарына келейікші. Керей ханның аты Керей Ахмет хан. Әбу Сағид Жәнібек хан, Қасым хан. Қасымның баласы Хақназар хан, Хақтың назарында болған хан. Кейін Тәуекел хан, Тәуәккел Мұхаммед хан. Сәмеке хан, Шах Мұхаммед хан деген сияқты. Әбілқайыр Мұхаммед Бахадүр Ғази хан. Әбілай ханның аты Әбіл Мансұр Мұхаммед Бахадүр Ғази хан. Әли хан, Бүкей хан, Әли хан, Хазірет Әлидің есімі. Исатай Мұхаммед, Исатай, Иса алейхиссаламның аты. Мұхаммед алейхиссаламның аты, пайғамбарымыздың аты. Кетіп келе жатыр да. Кейін кеңес үкіметінде де тіпті Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Сонда біздің 10-шы ғасырдан бергі ел басқарып тұрған саясаткерлеріміздің есімінің өзі мұсылманша. Ғалымдарымызды қоя бер. Ғалымдарымыз санау Жүсіп баласы Юсуф алейхиссаламның есімі, Ахмет Яссауи, пайғамбарымыздың есімі Ахмет Үйгөнөкей, Махмуд Қашқари. Кейін келемізде Алтын Орданың билеушілеріне ғалымдар Сайып Сараи. Кім? Сөйтіп қазақ хандарында қарасақ, Бұхар Жырау дегеніміз өзі 22 жасында Бұхара медресесін тамамдап, Шамға барып, Сирияға барып, сояқтан білім алып келген адам ғой. Одан кейін жаңағы Алашордалық зиялылар Халел Досмұхаммедов, Халел есімі, тегі Досмұхаммед, Жаһанша Досмұхаммед, жаңағы кете береді, айта берсең, Шахмерден, Шаймерденнің шын есімі. Кейін келіп, тіпті кеңес үкіметінің заманында Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, бұның барлығы мұсылманшадан алынған есімдер. Сәкен Сейфуллин, Садуақас. Сондықтан біз қай дүниемізді алған кезде де, қай нәрсемізді алған кезде де, бізде бәрібір қай балшығымызды қазсақ та мұсылман өркениеті шығатынын түсіну керек. Енді мына кезде біз деген қазіргі тәңіршілерге датымыз бар. Біз исламға дейінгі тәңіршілдігімізге құрметпен қараймыз. Өйткені ол діни жүйе емес, ол наным, сенім. Тәңіршілердің өзі мойындайды наным, сенім деп. Ал дін болу үшін оның жүйесі болу керек, кітабы болу керек, сенім жүйесі болу керек, білімі болу керек. Болмаса ол дін емес. Қағидалар. Ол наным ғана болады. Ал нанымда орыстың зерттеушілері, түркілер дейді, анаған табынған, мынаған табынған, олар политеист дейді. Яғни көп құдайшыл дейді. Бірақ арасында шыққан ғалымдар да айтады, жоқ, түркілердің исламға дейінгі нанымы монотеист болды. Яғни бір құдай мынау көк аспанда қарап тұрып, осының бір жаратушысы бар ғой. Тәңір деген ие деген сөз ғой өзі. Түркі тілінде ие, қожайын. Бұны кім айтады? Халифа Алтай өзінің Құран аудармасында қолданады бұл сөзді. Тәңір деген ие, қожайын деген мағынаны білдіреді. Мен бұны Махмуд Қашқариден алып отырмын дейді. Махмуд Қашқари Қарахан дәуірінде Диван Лұғат ат-Түрк деген, яғни арабтардың сөзіменен түрктердің, түркі халықтардың сөздерін аударып отырған кезде Тәңір деген сөзді илах деген, арабтың илах деген сөзіне аударма жасап жібереді. Содан Махмуд Қашқаридың заманынан бастап күні кешегі халифа Алтайдың дәуіріне дейінгі кітаптарда Тәңір деген сөз кездессе, демек бұл Алла тағалаға айтылған сөзі. Шәкәрімнің Тәңірі болсын, Абайдың Тәңірі болсын. Сондықтан біз тәңірлік нанымға құрмет көрсетеміз. Біз тарихымызда болған нәрсеге.
бірақ біз 10 ғасырдан бастап мұсылман өркениетін орнатқанбыз, дәстүрімізде, танымымызда, ұстанымымызда біз осыменен әрмен қарай тарихымызды жалғастыру керекпіз. Қысқаша осы. Өте әдемі. Ойлап отқам, осы тақырыпты қысқаша, нақты, түсінікті қылып. Бұл енді біз кітаптар арнап жазып жатырмыз. Бірінші кезеңін жазып қойдық қазақ даласында исламның. Құдай қаласа қалған 4 кезеңін жазып бітіреміз. Алла нәсіп қылсын, соның барлығы бітіп, ел жұртқа тартылып, соның барлығы оқуға, Құдай қаласа. Енді көз ашық адамдарымыз ғой, қазір барлығы да. Негізі оқыған адамға барлығы көз ашық айдай көрініп тұр деп ойлаймын мен. Бұл жерде тек қана адам кішкене оқымаса, хабары болмаса, әлбетте еріп кетудің жаңағындай қаупі қатты көбірек. Енді білімді адам ешқандай нәрсеге ермейді ғой, өйткені білет, ажыратып тұрады деген сияқты мәселелер бар. Сол себепті Алла разы болсын сізге, Ернұстаз. Сізге де Алла разы болсын, Елдос. Алла тағала еңбегіңізге берекет берсін. Мына қазақта жаңадан айтып отырсың, Науан Хазірет деген Хазірет болған, молда болған. Мына Мәмбет Қойгелді деген біздің үлкен, мен енді оның алдында отырып сабақ алған жоқпын, бірақ біз тарих саласында ол кісіні ұстаз қыламыз, құрмет тұтамыз. Сол кісінің сөзі бар, мынау ұлт азаттық көтерілістеріміздің барлығының басында молдалар тұрды дейді. Оқыған ишандар тұрды. Кенесарының бір пірі бар, ишаны. Адайлар көтерілісінің әрбайсының ишаны бар. Амангелдінің болсын, Бекболат Әшекеевтің болсын. Сондықтан бұл арада білімді адамдар әрдайым халықты көтеріп отырады ғой. Науан Хазірет сондай халықты көтеріп отыратын үлкен хазіреттердің бірі болған. Енді Науан деген сөз бір жағынан атын да қысқартып айтқан, екінші жағынан Науан деп қазақ алып балықты айтқан, китті алып деген мағынаны білдіреді. Біздің батыста нән деп қолданамыз бұл сөзді. Сонда Науан Хазірет деген әрі өзі де денесі де алып болған, білімі де алып болған. Жаңа сізді алып ұстазымыз деп айтып жатырмыз ғой, сол сізге Науан Хазіреттің, нән Хазіреттердің жолын берсін. Әмин. Құдай соған лайықты қылсын. Құдай қаласа, Алла тағала баршаларымыздың осы әйтеуір қазақ даласына еңбек сіңген адамдардың қатарынан етсін, елімізді жақсы жағынан танытқан, көтерген, және де бүгінгі сұхбат, мен ойлаймын, көптеген бізді көріп жатқан кісілерге өте тың, жақсы, керемет, пайдалы, ой өрісін өзгертетін, жақсы бір жалпы алдағы уақыт бір кейбір мәселелерге, күмәндарға жауап беретін, кейбір нәрселерді өзіне бекітіп алатын нәрселер пайда жағынан өте зор болды деп ойлаймын мен. Сол үшін сізге Алла разы болсын, шақыртуымызды қабыл етіп, алыстан ат терлетіп келгеніңіз үшін Алла тағала сапарыңызды жемісті қылсын. Алдағы уақытта сізге де Құдай қаласа осы жұмыстарыңызда, шәкірт тәрбиелеу жолыңызда Құдай қаласа өзіңізден асып түсетін шәкірттерді тәрбиелеуді Құдай нәсіп қылсын дейміз. Алла сізден разы болсын. Ал ендеше тұрақты көзқарақты көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта Құдай қаласа осы арнамызда тағы да осылай айтулы ұстаздарымызды шақырып подкасттарымызды жалғастыратын боламыз. Жақсы күндерде жүздескенше.